бір, екі, үш. Все, біз лайв, біз кеш жарық тыңдармандарға, көрермендерге, сіз көріп отырсаңыз, қош келдіңіздер. Бұл қаз подкаст деген қазақша, қазақстандық подкастерлердің өстіп әр сенбі сайын сағат 6-да кездесіп әңгіме айтатын алаңы, былай айтқанда, иә, оның ұйымдастырушысы, жүргізушісі мен Елдар Құдайбергенов. И бүгін бізде қонақта Белла Орынбетова, қазақша подкаст деген подкасттың авторы. Белла, қош келдіңіз. Қош келдік. Мен прям өзім бір күшті, бір ведущий сезініп қалдым да. Жалпы негізі осы трен бастағалы менің сөйлеуім де, ойлауым да кәдімгідей жақсарып қалды. Так что адамдарға кеше вот бір вебинар өткіздім, сол жерде айтады, дауыспен қалай жұмыс істеу керек. Мен айтамын, осындай стрим жасаңдар. Айқайлап 1-2 сағат сөйлейсіңдер, аптасына 1-2 сағат сөйлеп тұрсаңдар, дауыстарың да и кішкене ойлауларың да өзгереді деп. Так что вот қош келдің. Қандай жаңалықтарың бар? Жаңалық болған кезде подкасттарымда мен осы карантин кезінде естелік деген подкастты бастадым. Енді менде 2 подкаст бар, қазақша подкаст, сосын естелік деген. Ол естелік неге шықты? Өйткені карантинде естісінде ме? Адамдар иіс сезу қабілеті жоғалады. Тота. Естелік деген подкаст сенікі ма? Иә. Естелік. Мен бұны осы стрим басталған кезде ең басында сол подкастты білмеймін қаяқтан тауып алдым да, мен айттым, бір-ақ эпизод шыққан екен, 1 минут, кажется, да, еще. И мен осы стримнен даже, кажется, сұрадым бір жерден, айттым, естелік деген подкасттың авторын маған тауып беріңдер, маған мына подкаст күшті екен, бір-ақ эпизод шығыпты, ендігісін күтіп жүрмін. Мен даже жазылып қойған, мен көрсетсем болады, что жазып даже ойдан. Қазір 3 эпизод бар. 3 эпизод бар, 4 ма даже бар қазір. Жарияланды ма уже? Я жарияланды. Что маған уведомление келмеді, интересно. Хорошо, Белла Орынбетова 2 подкасттың авторы, керемет. Естелік деген подкаст туралы айтатын болсақ, ол адамдар бір иіс туралы айта ма, да? Иә. Көбінесе біз ойлаймыз, иісті тек қана мұрынмен ғана сезуге болады деп. Но на самом деле иіс деген ол түпкілікті біздің мидағы жатқан бір нейрондық сет. Иісті біз әркімнің миы әрқалай сезінеміз. Бір аутентификациялы бір мынау иіс деген, жусаның иісі мынандай деген жоқ та. Әрқайсы өзінің бір иістелігі болады. Сол иіске қатысты. Өзіме вообще парфюм иістері өте қатты ұнайды. Сосын сол карантин кезінде мен иісіме келе бастады да әртүрлі иістер. Мұрын сезбей қалса адам, соларға өмірін жеңілдетейін деп, мысалы, нанның иісі қандай болады, мысалы, жусаның иісі қандай болады деген сияқты. Просто айтайын, адамдар соны қайта-қайта егер иісінде миын жұмыс ете бастаса, онда тезірек иіс сезу қабілеті қалпына келеді деп ойладым. Окей, түсінікті. Мына қарам, мен жазылғам, иә, бірақ менде не жоқ. Біреу ғана тұр ма? Эпизод, иә, менде бір-ақ эпизод тұр, қалған эпизодтар жоқ, и уведомление ешқандай келмеген, поэтому что-то надо посмотреть, көру керек қандай отқан. Супер. Қайдан келді бұл подкасттың идеясы? Жалпы, понятно, что не үшін жасалғаны, иә. Қай жерде вот, осы есіңде ме, сен маған бір подкастты айтып бердің, сол кезде дыбыс туралы подкастты айтып бердің, есіңде ме? Адам, мысалы, жаңа метрода жүрген дыбысы, немесе орманда жүрген. Мен ол подкастты іздеп таптым. Сосын ондай подкаст, сосын еще Дуровтың тағы да бір подкасты болды. Ол да кейде ара-тұра өзінің Гуров Диджиталда тоже бір дыбыстарды беріп тұрады. Мысалы, мынау Украинадағы дыбыстар, мынау мынандай дыбыстар деген сияқты. Сосын мен ойладым, неге иіс жасамасқа? Иіс туралы айтпай ақ, сосын. Мен шынын айтса, бірінші эпизодын тыңдап болған соң, ойладым, бұл бір прикол шығар, наверное, деп. Негізі сондай болып елестеді маған, что бір өте сондай болады ғой, мынандай тролль ететін адамдаршы әлеуметтік жерлерде там сатып алды сияқты. Негізі мен ойладым, сондай бір адам жасаған шығар деп. Негізі өте қызық. Сосын әртүрлі адамдар жаңағындай айтып береді, өздерінің иісі туралы. Ең бірінші подкаст ол атамның иісі деген болған. Мен өзімді бір жағынан оңбаған сезіндім, өйткені ол жерде қаламқас айтып берді де, өзінің атасы туралы. Сосын сол жерде эфир емес, записьтің кезінде кішкене аздап жылап жіберді, өйткені атасына қатысты бір естеліктер жаңағындай айтқан кезде сәл сондай бір моменттер болды. Бірақ мен монтаждап басында ойладым, сол жылағанын берем деп. Сосын жылағанын қой, алып тастайын, кішкене этикалық мәселеде болсын деп. Сосын азды кемді былай монтаждап бердім.
ондай бір троллдейтін жағдай болған жоқ. Сосын көбінесе адамдар жаңағындай мүмкін ностальгия ма, көбінесе жаңағыдай ауыл, қораның иісі деген болды, сосын біреу әжесінің иісін айтты деген сияқты. Сондай иістер более триггер көп иістер екен да, сондай бір естеліктер ауылға қатысты, мүмкін біздің менталдығымыз шығар, мүмкін сондай бір. Супер. Мен негізі жаңағы иіс туралы проблемалар бар, и мен, кажется, уже коронамен ауырып кеттім, потому что кейбір парфюмдар маған прям ұнамайды. Бұрын сезіп жүрген парфюм прям ұнамайды, и ондай иісті бұрын осыған дейін мен ешқашан өмірімде сезіп көрмегенмін. Бірақ қазір ана Казмедиаға кірген кезде ішінде көп деген иістер ғой. Лифтке кіресің, шығасың, біреулер жақындатады, амандасады, сөйлесесің. И сол кезде сен сезесің, что ана адам өзіне сепкен парфюм бір, да, духи қылып, бірақ саған иісі ұнамайды. И менің өзімнің севіп жүрген өзімнің одеколоным бар, соның иісі маған ұнамай қалған. Мен жолдасыма көрсеттім, мынаны срок өтіп кеткен ба деп, иісін сезіп көрші деп иіскетсем, ол айтады, бәрі дұрыс, нормально дейді да. А мен ананы сезбеймін, поэтому өте орынды, жақсы зат. Так, иістелік подкаст міне шығып тұр, достар, ашып қарап тыңдап көріңіздер. Я өте жақсы подкаст. Сол, Белла, давай әңгімені мынадан бастайық. Қалай сен подкастингке келдің? Қайдан үйрендің? Неге подкаст деген сияқты? Біз үйренген кезде жабайы үйрендік. Ол кезде мен ешқандай да курсқа да қатысқан жоқпын. Просто жаңағындай өзің іздейсің да ақпаратты. Солай научить тауып үйрендік. Белла Орынбетова, жабайы подкастер. Иә, жабайы подкастер, мен до сих пор жабайы подкастер. Мен әлі де классикалық нәрсесін үйренген жоқпын да, өзім қолмен қалай болса солай жасаймын. Мүмкін сол идеал емес шығып тұратын шығар кейде. Ең бірінші біз қазақ радиосынан жаңа жүргіздік, онлайн FM деген бағдарлама болды. Сосын бағдарлама біткеннен кейін бізде аудиозаписи бар мәселен. Мен оны жүктеп алдым да, енді сақтағым келді бір жерде. Сосын іздедім, қандай платформаларға салуға болады, аудио платформалар бар ма деп. Сосын бір кезде түсіп кеттім да, солай бір аудио платформаларға тап болдым сол кезде. Сәлем. Сөйтіп, ең бірінші подкастымды сөйтіп Кастбокста жүктеп қойдым, сосын тағы да Покеткастта жүктеп қойдым. Бірақ ол кезде білген жоқпын подкаст екенін. Подкаст болған жоқ шын мәнісінде, ол жай ғана радио эфирдің жазбалары болды да. Кейін өзім сосын жаңағы радио маякты тыңдай бердім үнемі. Радио маяктың подкасттары бар ғой, Бриндятина сияқты сондай. Мысалы, оның бір өлшемі жоқ. Сіз мысалы Бриндятинаны 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін тыңдасаңыз да, сізге актуалы өте, иә. Сосын ойладым, неге жасамасқа деп. Біз алдында өзіміз онлайн радио жасауға тырыстық. Ол одан ләззат алған жоқ. Кейін подкасттарды тыңдай бастадым да, Кастбоксқа кіргеннен кейін, сосын ойладым, неге өзім жасамасқа деп, сөйтіп достармен әңгімелескен нәрсені 2 кесе деп, жаңағыдай достарымызбен шай ішіп отырған кездегі әңгімені алып подкаст қылып салып жібердім. Сосын содан басталды осы подкастерлік өмір. Да, сондай өзгерісті байқадым мен точно. Иә. Сол Гуглдан былай аудионы қалай жаңағы өңдеу керек. Сосын өзім бұрын жаңағыдай журналистерге сабақ беріп жүрген кезде айтып жүрдім, егер аудио мәселен сіз бір жаңағы шығарайын десеңіз, видеоны жасау үшін кейде бір болады ғой, слайд-шоу жасаймыз, сол кезде сопровождение озвучканы қалай жасаймыз, тура солай қылып, мысалы Audacity-дан өзім өңдеп алып, музыкасын салып, сол сөйтіп өңдеп салып жүрдім. Вот. Маған бір керемет ой келіп еді қазір, ол кетіп қалды, поэтому ары қарай әңгімелесе берейік. Мен жаңағы ақпаратты сұрайтын болсам, іздегенде сен орысша іздедің бе, или ағылшынша іздедің бе? Қазақша ақпарат өте жоқтың қасы, бұйырса пайда болады енді. Қай тілде іздедің? Ең бірінші орысша іздедім. Сосын орысшаның өзінде ақпарат аз болды. Сосын уже ағылшынға кеттім, өйткені ол жақта біз бұл бәрін бастан кешіріп қойған. Сонымен қазақша мүлдем болған жоқ. Қазақша өзіміз ол кезде, мен ол кезде тек қана білетін, тамаша жылды ғана білетін подкаст жасап жүрген талшын. Басқа ешқандай қазақша подкаст білмейтін. Сосын кейін іздеп ақтарсам, оказывается, Түркиядағы қазақтар жасайды екен, подкаст жасаған екен. Да? Қандай подкасттар бар екен? Қазақстан Түркия ма, сондай бір аталатын солай. Да? Ну хорошо. Давайте сілтемесін осы стримнің комментарийіне біткен соң тастап кетеміз, иә? Мен қазір жазып қойыншы. Түрк подкасттары, иә? Мынандай ғой, ең басында, получается, мен бір феномен байқадым да, и соның рас, оның жалған екенін білгім келеді да. Менде мынандай теория бар. Адамдар қандай подкаст ең бірінші рет тыңдайды, или адамдар
ең көп қай подкаст тыңдайды, сондай подкаст жасағысы келеді өзі деген бар. Сол сенің подкасттарыңа несі бар ма? Осындай заттың ықпалы. Бар ма екен? Қызық. Сол брендятиналар болды, басталды. Сосын BBC-дің подкасттарын тыңдай бастадым, бірақ ол жерде енді соло ғой көбінесе. Ал менің подкасттарым көбінесе диалог болды басында. Окей. Бұл жерде бұл тұжырым жұмыс жасамайды, да? Хорошо. И мынандай зат бар, жаңағы Google деп айтып жатырмыз ғой. Кеше мен мынандай бір волонтерлердің ұйымына бір вебинар өткіздім, орыс тілінде сөйтіп, и көп сұрақтар қойды да, и мен оларға айтамын да, сендерге қазір мен айтқаннан гөрі, мен сендерге Google-дан не іздеу керек, соны айтып берейін. И сендер соны Google-дан іздеп алыңдар. Менен 10 есе күшті айтып берген, и тем более ағылшын тілінде іздейтін болсаңдар, просто ақпарат деген телеге теңіз, просто любой сұрақтың жауабы бар ол жерде, иә. И бәрі дұрыс үйреніп, көріп, даже ол жақтағы курстардың, мен 1-2 курсын сатып алғам ағылшын тілді. И ол жерлердің курстарын, конечно, алуға болады. То же самый жаңағы Гимлеттің бастығы Алекс Блумбергтің да бір курсы бар, 2-3 сағаттық, кажется. И прям ішіндегі ақпараттар, конечно, супер, өте жақсы жасалған. Ол курстың бір ұнағаны маған, сол курстың басынан 2 күндік курс болған, и сол курстың ішінде отырған адамды шығарып алып, сол адам туралы эпизод жасап шығарады ең соңында. И до того күшті жасаған, что ең соңғы видеода тыңдайды да бәрі отырып. И бәрі жаңағы жерде эмоцияға беріліп, жылайтыны жылап, күлетіні күліп, короче, сондай прям мастер-класс көрсеткенде жалпы. Так что ағылшын тілінде ақпаратты іздеп білсеңіздер, ағылшын тілінің пайдасы ғой, былай айтқанда. Вот, жалпы қазір... Мен ойлаймын, самый ең жақсы подкаст бар ғой, либо эмоция туды керек та, мүмкін бір жек көрініш, мүмкін қуаныш, мүмкін бір жаңағыдай мұңайтып, мүмкін жылататын. Сондай, менде критерий сондай. Бастысы қазір бізде қазақша подкасттарлар да көбейе бастады. Оның ішінде техникалық мүмкін нашар шығар, бірақ ішінде кәдімгідей адамды бір бейжай қалдырмайтын, эмоционалды бір күйге алып келетін сондай бір подкасттар бар. Ол туралы қазірде айтатын шығармыз ары қарай. Жаңағы сіздің оқушыңыздың подкастын бағана тыңдадым, әжемнің әңгімесін. Енді сторидің не ғой, эмоционалды. Бірақ үлкен адамдардың эфирде әңгімесі бар ғой, айтады ғой. Маған сол қатты ұнайды да, бір даусының тембрі үлкен адамдардың. Жаңа Файндюби ең бірінші бастады ғой, Қайыржан өзінің әжесі туралы. Сол кезде де бір ерекше қатты әсер еткен еді сол кезде. Мысалы, мен или сен айтса, ашаршылықты ондай әсер етпейді да. Именно подкасттың бір сондай ерекше шыңы да сол да, адам эмоцияны айтқан кезде, сен текстпен жазасың ғой, керемет қылып айта бер, өте мынандай әдемі ораммен, прям публицистік стильмен прям жазсаң да, ондай әсер болмайды да бәрібірде. Адам өзі айтып тұрмаса. Шыны да сол сияқты подкасттың өтірік айту да мүмкін емес. Бәрібір жасанды естіліп тұрады ғой, адамды алдай алмайсың бәрібір. Иә? Ол зерттеулер бар сондай. То, что эксперимент жасаған, қай медиада адамды алдау оңай деген сұрақта. Так, мен картинкам кетіп қалды. Хорошо. Я, и сол жерде көрсетілген, что и телевидениемен де, и газетпен де адамды алдау оңай екен. Сайтпен де, сайтта да, сайт арқылы да, иә, адамды. А вот егер аудио арқылы тырысатын болсақ, ол жерде қиынырақ деген сондай тұжырымға келген екен. Сондай бір исследование бар. Соны, в принципе, ашып, қарап көріп, қолдансаң болады, егер жұмыста отырса. Бізді көріп отқан тыңдармандарға айтып өтейін. Бұл жерде бұл тақырып деген жоқ. Бұл жерде біз қазақстандық подкастерлер кездесіп отырып, біріне бір әңгіме айтып, өздерінің ойымен бөлісіп, сұрақтарға жауап беріп отырады. Бұл интервью емес, Белламен өтіп отқан. Бұл тек қана әңгіме, екі кеседегі сияқты әңгіме мысалы. Сондықтан подкастинг туралы кез келген сұрақтарыңыз болса, қазір қойыңыздар, комментарийде қойыңыздар, оның барлығына біз жауап беруге тырысамыз. Мысалы, Абылай Абділханов былай дейді.
подкаст бастағым келеді, бірақ дикциям өте нашар депті. Вот қандай кеңес берер едің? Мен айтар едім, дикция вообще маңызды емес деп. Маған ұнайтын подкасттарда қайта керісінше бір өте әдемі дикциямен қойылған нәрсені айта бастаса, бір өтірік сияқты да, уже жыным келеді, ондай аса қатты тыңдамаймын да. Қайта бұл отталкивать ететін бір фактор, өте әдемі дауыспен, әуезді бүйтіп айтқан кезде. Подкасттың ерекшелігі де солдар, бұл кәдімгі жабайы адамдардың шынайы бір эмоциясы барлығы сондай. Қайта ол сіздің подкасттың дикцияңыз нашар болған, ол сіздің фишкаңыз шығар, былай. Да, мен де соны айтар едім, бүйтіп барлығыңызға сәлем да деп айтатын дауыс подкаст бастау үшін керек емес. Көп адамдарды мен байқайтын, ұстап тұратын осы момент. Менің даусым келмейді, мен былай сөйлемеймін, мен мынаны былай айтпаймын деген сияқты. Керісінше подкастингте ол сізге плюс болып жазылады. Иә? Ол сіздің фишкаңыз болмайды. Картавость, там сақаулық па, или сіз көп ойланасыз ба, деп көп айтасыз ба, оның бәрі тазаланады, оның бәрін түзеп жасауға болады. Сондықтан дикцияң, егер сіздің идеяңыз керемет болатын болса, концепцияңыз керемет болатын болса, подкастыңыздың, сіздің дикцияңызға онша көп адам прям мән бермейді деп ойлаймын. Әрине бір кісілерге ұнамауы мүмкін, бірақ ұнайтындардың саны көп болатыны анық бұл жерде. Поэтому Аблай, ол жағынан ешқандай қам шекпеңіз. И басында айтып өткендей, стримнің басында айтып өттік, біз то, что кішкене жұмыс жасайтын болсаңыз, дикцияңызбен бір арнайы жаттығулар бар, соларды жасап, таңертең немесе кешке аптасына хотя бір-екі рет жұмыс жасайтын болсаңыз, соған мән беріп, сіздің даусыңыз түзеліп, әдемі бір өзінің күйін алады. Вот сондай зат. Сен өстіп өз даусыңды ұнатпай деген сияқты сондай болды ма сенде? Мен қазір де ұнатпаймын, өзімнің даусымды жек көремін, видеомды жек көремін. Мен ойлаймын, бастысы тілдің мүмкістігі болмаса болды. Мысалы, адамдар ұнды айта алмайды ғой, деп, вот менің прям жынымды келтіретін сол нәрсе. Менің подкастты уже ары қарай тыңдамай қоямын. Егер ыңды адамдар айтпай қалса. Танысым болмаса енді әбден үйреніп қалған. Әйтпесе тыңдамаймын. Жыны, шыны айтпайды ғой. Вот бастысы ондай дефекттер болмаса, дикция деген ол бәрі ерунда. И маған да қазір өзіме ұнамайды, көбінесе әсіресе подкастты жасап жатқан кезде монтаждап отырасың ғой, сонда ойлайсың, не деген бір адаммын мен. Кім тыңдайды мұнда деп па? Иә. Бағана айттым ғой, мен қазір осыны неге шығарайыншы, Тайғақта деген подкаст. Соның ішінде бір керемет сөз бар. Тайғақта. Осындай подкаст бар. Тоже қазір менің курсымда өтіп жатқан жігіттің, Азат Сқақ деген жігіттің подкасты. И сол жерде күшті бір сөз айтады, ол маған қатты ұнайтыны. 4 минут қой, соның ішіне сыйдырғанда бірталай зат айтады. Бұл подкасттың бір кемшілігі бар, ол менің даусым депші. Даусын естігім келген ғой. Да, даусы маған ұнады бәрі. Подкасты да ұнады, даусы да ұнады. Прям идеясын оқыған кезде мен жазам ғой, курсты өтіп отқан кезде адамдар тапсырманы орындайды, мен тапсырманы көрем, содан кейін өзім комментарием қосам да ары қарай өткізіп отырам ғой, сопровождение жасап. И сол жерде идеясын маған питчинг жасаған кезде бір рет оқып шықтым да айттым, мынау шығу керек, мынандай подкаст бізге керек деп. Ол кісі менің білуімше қазақ әдебиетінің мұғалімі, кажется. И сол қазақ әдебиетін біздің қазіргі современный мир дейді ғой, өмірімізбен салыстырып отырып жасайды. Мысалы, Слава КПСС-ті қазақ классиктерінің сөздерімен салыстырған, немесе жаңағы күшті, мен қазір енді күшті поэманы жатқа білем деп айтсам болады, оның аты Нұрсұлтан. Егер керек десе оқып берейін да. Нұрсұлтан деген поэма бар екен, оказывается. Мен прям ананы бір рет емес. Авторы сол жерде айтылған, вот подкастта тауып тыңдап көріңіздер, сол жерде айтылған, мен есімде қалған жоқ, бірақ мен анан эпизодты өтірік айтпасам, бір 2 рет тыңдап шықтым, сразу на месте просто. Бір рет тыңдап шықтым да, и екінші рет не болды деп қайтадан тыңдап, потом уже ары қарай Азаттың өзіне дауысқа қатысты білесің бе, сосын мынандай бір жағдай болды. Менің 2 балам бар, жатар кезде көбінесе оларға кітап оқып беретін да, әсіресе бір атаның балалары бізге ұзаққа жетті да, бөліп үйреніп қалды, сосын балалар әбден мен бір мәтін оқып, соны айтып бергенге. Сосын бір күні шаршадым да, айттым, құрсын сендер давай, мен сендерге бір подкаст қосып беремін жатар кезде.
сосын қарадым да, сосын сказки рассказы на ночь деген бір не бар екен, подкаст бар екен, соны қосып бердім да балаларға. Но ананың дауысы бар ғой, бір түн, енді светтің бәрі өшіріліп жатыр, балалар жатыр, сосын анау подкаст. Өзі Мароккоға барғандағы саяхаты туралы бір еще сыбырлап айтады да, как будто көрпенің астына кіріп алып бір әңгіме айтады ғой сондай. Балалар соны тыңдап жатып ұйықтап қалды. Ертеңіне кәдімгі айтып жатыр да, күшті подкаст болды, давай тағы да тыңдайық деп. Сосын күндіз тағы да тыңдап көрейін десем, ананың дауысы бар ғой, бір обкуренный дауыс сияқты да. Кәдімгідей күндіз тыңдау мүмкін емес вообще. Ойлайсың, Құдай сақтасын, мен балаларға не қосып бердім деп. Түнде именно ұйықтайтын кезде, ну вот самое то прям сондай да. Сондықтан бір дауыстардың да өзінің бір ерекше несі болатын шығар, мүмкін өзінің орны, өзінің уақыты. Егер сондай сыбырлап сөйлейтін подкастты, мысалы күндіз сіз қымқу тірлікте, мысалы күндіз рульде келе жатқан кезде ести алмайсыз. Егер түнгі әңгіме болатын болса, почему нет деген сияқты. Да. Қызық зат. Жалпы. Тағы да, тағы адамдар қосылып отыр бізге көруге. Бұл жерде қас подкаст деген стрим болып жатыр. Бұл жай әңгіме, бұл интервью емес. Егер сұрақтарыңыз болса, әрине комментарийге жазып сұрақтарыңыз қойып отырыңыздар. Подкастикке байланысты. Окей, біз бұл жерде жаңалықтар, саясат деген сияқты әңгімеге қатысымыз жоқ, поэтому сондай. Бағана сөйлескен кезде осы стрим туралы сен бір эпизодтар дайын тұр, шығады міне деп айттың да. Сол туралы менде де қазір жалпы сондай бір жағдай, что как учиться тоқтап тұр. Белгілі бір жайттарға байланысты. И сенде бір сондай проблемалар болды ма басында, или подкаст жасау барысында, и қазір проблемалар бар ма, и қалай шешіп жүрсің сен соларды? Именно подкасттарыңа байланысты. Менде бар ғой, былай қарасам, басқа подкастлерге қарағанда тәртіп жоқ та менде. Егер шабыт болатын болса, мен жасап тастаймын. Жұмыс үйіліп, дедлайн тіреліп тұрған кезде де аламда прокрастинация жасап, өзімнің подкасттарымды монтаждап кететін уақыт болады. Кейбір подкасттар бар, мысалы, ұнамайды өзіме. Әлі жатқан өзім ұялам, честно говоря. 3-4 адаммен жазған подкасттарым бар, но жүрек вообще тартпайды ешқандай да. Сол қалпы қалды. Қазір өзіме ұнайтын подкасттар бар, мен оны шикізатты жасап қойдым, жазып алдым, бірақ монтаждауға қол тимей тұр, өйткені бір монтаждың өзі менде 4-5 сағатқа созылады кемінде. 1 сағаттық подкасттың өзі. Сондықтан енді сол жағы менде де бар. Подкасттың соңғы қашан 2-3 ай бұрын болды ғой деймін, соңғы жүктелген подкаст эпизодын, то есть. Июнь деп жазылып тұрген бағана мен көріп қараған кезде. Солай шығар мүмкін. Сол бірталай уақыт болған. Жалпы жалғасады ғой? Әрине жалғасады. Мен соңғы эпизодын мысалы қанша бір 2 апта бұрын жазып қойдым, Ғалымжанмен жаңа бір сапар туралы. Өзіме қызық, негізі жақсы подкаст болады деп ойлаймын. Сондықтан менің подкастымнан подписка жасамаңыздар. Міндетті түрде болады. Да, не, болса, в принципе, адамдар не істейді ғой, тыңдайды. Өкінішті кейбір өте жақсы подкасттар тоқтап қалды. Әсіресе карантин кезінде, мысалы, мен үнемі тыңдап тұратын подкасттар, білмеймін, карантинге байланысты ма, әлде оған байланысты емес па, үзіліп қалған бірнеше подкаст бар, үнемі тыңдап жүрген. Қарлыға подкаст, оның ішінде өзен стримдікі күшті болатын. Менде бір список бар екен, мына жерде кеше өзім случайно тауып алдым, и оның ішінде где-то қазақстандық 10 подкаст тоқтап тұр дегенді көрсететін сондай. Так. Біртүрлі қыздар, олар да тоқтап қалды. Ең басында осы подкасттар болмай тұрып. Қалай ойлайсың, примерно не үшін тоқтады? Мүмкін біреулер, мысалы, Қарлығаш подкасты, мен білем, олар студияда жазады. Мүмкін карантин кезінде жаңағыдай студиялар болмады да, соған қатысты тоқтап қалды ма деп ойлаймын. Әлде бір проектті бітіп қалып, сол проекттен кейін тоқтап қалды ма, білмедім. Негізі подкаст тәуелсіз болған жақсы да, ешқандай студияға байланбаған, ешқандай бір жобаға, қаражатқа байланбай адам өзі жасайтын болса, онда өміршең болады деп ойлаймын негізі подкасттар. Маған қарап, мына жерде, фидли арқылы қарап отырмын, футбол дауысы деген подкаст болыпты, тоқтап тұр қазір. Плед деген подкаст живых историй дейді, тоқтап тұр. Декорация прав человека, тоқтап тұр. Генератор случайных бесед, тоқтап тұр. Реквизит подкаст, тоқтап тұр. Қарлығаш, тоқтап тұр. Қадам, өзен, қазақ граммар. Қазақ граммар подкасты тыңдап көрдің бе сен? 2 эпизоды бар ішінде. 2 эпизоды бар, прям супер, прям маған қатты ұнаған. И мен соны жасаған адамдармен
байланысқа шығып айтып, давай жігіттер күшті жасаңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп почему-то шықпай жатыр. Егер жігіттер случайно мына затты естіп жатқан болсаңдар, қазақ граммар подкасты мен өзім прям күтіп жүрмін өте, иә. Содан біз кейін басқа каталогын жасаған кезде жазып қойған едік, сол кезде тыңдадым сол 2 эпизод. Содан кейін иә болған жоқ. Данияр Мұқанов жасап жүрді футбол дауысы ма? Иә. Ол просто айтты, мен басқасын жасаймын деп. Ол идея емес, басқа подкаст жасаймын деп. Динара дейді, подкаст басқаларға қызықты ма, қалай білесіздер, әлде өзіңе қызықты болғаны жеткілікті ме? Не дейсің? Шынын айтқанда, иә, маған қызықты екенін тек қана тыңдалым санынан ғана білем. Кейде фидбек жасап, адамдар коммент жазады, сол кезде білем. Жалпы мүмкін құрметсіздік болып көрінетін шығар, бірақ олай деп түсінбесін. Но бірақ маған маңызды емес, біреуге қызықты ма, қызықты емес пе, мен өзіме қызықты болса, сол үшін жасаймын. Да, мен келісем осы оймен и айтамын то, что тақырып сізге қызықты болмаса, подкасттың жасап жүрген подкасттың тақырыбы сізге қызықты болмаса, оны жасау өте қиын, ұнамайтыны көрініп тұрады, сезіліп тұратын сияқты маған. Жалпы егер супер профессиональный адам болмаса, бұл саладағы, иә, ұнамай тұрған зат әлі біздің даусымыздан, біздің сөздерімізден білініп тұрады, что бұл зат бізге ұнап атпаған. Поэтому да, менде де тура сондай критерий, эпизод шығу үшін ол маған ұнау керек, и ол шықса, значит, маған ұнап тұр деген сөз болды. Вообще, перфекционизмге қатты ұрылмаймын. Мен там эпизодты жасап болған соң, бір күннен кейін өзім тыңдап шығам. Нормальный болса, болды, шығарам да, и одан кейін оған оралмаймын, как бы, чтобы там қайттан бір жерін түзету деген сияқты заттармен. Сен монтажда қанша уақыт жасайсың? Қанша уақыт кетеді саған бір? Менде монтажда, смотри, мынандай 2-3 шагтан тұрады, иә. Бірінші шаг, мен түгелімен оны тыңдап шығамын да, таймлайнға не істеймін, бөліп шығамын. Таймлайн болғанда да, ол жерде мен бүйтіп жасаймын. Мысалы, 1-ші минуттан 3-ші минутқа дейін адамдар жай әңгімелесіп отыр делік, иә. Соның уақытын белгілеймін, сол жерде не айтылып отқанын жазамын, содан кейін сол үзіндіге мен бағасын беремін. Иә, допустим, бұл маңызды зат болса, ол 3 деген баға алады, ал егер маңызсыз зат болса, 1 деген бағаны алады. Содан кейін барлық осы подкастты бір рет сөйтіп тыңдап шығамын толығымен. Содан кейін алып, жаңағы 3 деген, күшті прям айтылды дегендер бар ғой. Солармен жұмыс жасаймын бірінші. Содан кейін жаңағы 2 жұлдыз алады, солармен жұмыс жасаймын. Содан кейін 1 деген аламын. Осындай, бұның өзі уже 2 рет тыңдалып шықты деген сөз ғой, жаңағы записьтің өзі, да. Содан кейін, получается, ол жағы біткен соң уже жаңағы музыкаларын қосам. Музыкасын қосу по-разному бывает, да. Егер мен прям эпизодты прям музыкаға насыщенный жасағым келсе, өте ұзақ уақыт алады. Өйткені сен музыканы іздейсің, оны табасың, аласың, қысқартасың, там, чтоб бәрі болатындай. Ал егер музыканы көп қоспайтын болсам, кейбір мен осознанный отецтің музыкалары бәрі дайын тұрып, басына, ортасына, аяғына қоясың да, просто жібере бересің, сондай. Қысқаша айтқанда, бір эпизодты толық жасап шығу менде 1 күн редактура, сосын 1 күн пропускаю и тағы 1 күн, 2 күн алады ғой, грубо. Чтоб эпизодты жариялау үшін, иә. Одан кейін эпизодтың аудиосын жасап болған соң ұмытпау керек, оған мәтін жазу керек. Ол екінші зат, үшінші зат, оның жаңағы әлеуметтік желілердегі суреттерін жасау керек. Содан кейін Инстаграмға салатын видеосы бар, оны жасайсың. Сосын әлеуметтік ол жерде менде болса да менде ол бір жарым сағат болған деуі мүмкін. Так, бізде интернет нашарлап тұр ма? Эльдардың интернеті қосылып жатқанша, пока. Менде де сондай не болады, бірақ мен де 2-3 күнге созбаймын. Кейде маған видео ұнап тұрса, мен бірден кірсем да, кейде түнде отырамын көбінесе монтажға. Өйткені ешкім мені бір кедергі жасап нетпеу керек та, бөгемеу керек та. Сосын түнде отырамын көбінесе монтажға. Таңға жақын 5-6-ға қарай
таң ата бастаған кезде монтажды аяқтаймын дейді. Сосын музыкаға қатысты сұрайын дегенмін. Кейде мысалы бұрын мен музыканы жай қоя бередім, қазір байқадым, музыка кедергі жасайтын сияқты. Көбінесе одан гөрі просто әңгіменің өзі болса әлдеқайда жақсы сияқты. Артық шумдар, артық заставкалар кедергі жасайды. Мен музыканы музыкаға алып келетін жерде қолданып жүрмін қазір. Музыканы бір ой айтады, сол кейін сол айтылған затты ойландыруға уақыт бергім келсе, немесе сол әңгіменің ішінде ана қонақтың эмоциясын, соның сезімін беру үшін қолданамын. Менің единственный жаңағы қолданбайтын затым ол фоновый музыка. Стараюсь қолданбауға тырысам. И мен оны қолданамын, когда аудионың сапасы өте төмен. И маған сондай бір заттар жасыру керек кезде мен фоновый музыка қолданамын. Чтобы жаңағы бір ақауларды жасыру үшін. Осындай моменттер бар. И сенен сөйлеген музыканы қаяқтан аласың? Ақылы ма или тегін жерлерден ала бересің бе? Жоқ, көбінесе тегін жасаймын. Но өзімнің жаңағы заставкаларыма, мысалы қазақша подкастының соңғы заставкасына мен досымды өтіндім. Жаңағы өзі арнайы домбырамен жасалған ба? Иә, домбырамен. Өзі ешкімде жоқ музыканы ойынан шығарды да, просто заставка үшін. Соны алдым. Супер зат. Алдында, знаешь, мен бүйтіп іздеп көрдім. Менде ана Google-дан ақпарат іздеген ұнайды маған, бір бұрын іздемеген, бұрын таппаған, бұрын істемеген заттарды іздеп тапқан ұнайды. И мен ойладым. Мен өз подкастыма неге өзіме музыка жазбасқа деп. Иә? Өзіме керек. Мен музыка жазу білмеймін, вообще ол жақтан хабарым жоқ, бірақ интернет сонда арнайы құралдар бар шығар деп іздедім. И құралдар бар екен. Көп, просто прям өте көп. Кәдімгі браузерден отырып жасай беруге болады, компьютерге жүктеп алып жасай беруге болады, неше түрлі микс, там өте көп екен, иә. Сондықтан өздеріңіздің подкасттарыңызға музыканы да өздеріңіз жазсаңыздар болады екен, оказывается. Вот осындай керемет момент бар. Поэтому қолданып көріңіздер. Жаңа сенің досың сөйтіп істеп отыр ғой, ойда жоқ, вообще шақта жоқ музыканы алып та домбыраға салып, ойнап, соның записін жасап, адамдардың дауысын қосып, сондай не жасап қойған. Оның өзінің музыканы өзі бірнеше күн бойы ойлап жүрді, әртүрлі ойнайды, ұнамайды, мына жерін жылдамдап, мына жерін нет деп. Заставкаларға да дайындап қойдым, бірақ әлі қолданған жоқпын негізі. Ну, в общем, сіздің өзіңізде бір идея болу керек та, басыңызда бір музыканың өзі. Музыкант болу шарт емес. Жаңағы Reaper деген бағдарлама бар, мен алдында бұрынғы ноутбугымда соны орнатып алып жасап жүредім. Сонда музыканы жасауға болады. Вообще микшер бар, өте жақсы. Өзі сізге ұсынып тұрады, давайте мынаумен, давайте гитара қосайық деген сияқты. Бір сондай бір үзік өзіңіз музыка қойып аласыз да? Бұл керемет. Reaper'ді мен қазір меңгеріп жүрмін. Осы Reaper'дің сайты бар, иә, Google-дан іздеп көріңіздер. Сол жерде видео сабақтар өте көп екен. И бәрін үйретеді. Музыка жасауды да, аудио жазуды да, музыканы кәдімгі домбырада ойнап жазу бәрін үйрететін күшті аудиолар бар екен. Сондықтан көріңіздер. Вот бағдарламаның аты Reaper. Мына жерде оны үшін сіздер бір рет бүкпей қаласыздар, мысалы $60 ғана өмір бақи болды, мысалы Adobe. Ол жерде мынандай бар, $60 дейін мынандай жер бар. Сен сатып аласың ба деген жер бар. Егер сен мен әлі сатып ала алмаймын десең, онда тегін қолдана бересің. Сондай условно шартты түрде тегін зат қой. Вот. Мына жерде бізге Айнел Әмірхан сұрақ қойып жатыр. Подкаст жасау барысында қандай да бір нақты жоспарды ұстанасыңдар ма? Тақырыптарды, қонақтарды қалай таңдайсыңдар? 2. Қандай да бір талаптар бар ма? Осы 2 жатқа. Нақты жоспар деген жоқ, көбінесе мен айттым, ол менің қателігім. Негізі шабыт келсе, бір тақырыпты айту қажет десем, сонда бір жасалатын нәрсе, нақты, мысалы менде, сондықтан да менің подкасттарым тұрақты түрде шықтырмайды, Айнелдікі сияқты. Айнелдікі, мысалы, бір үнемі ешқашан кешікпейді. Айнелге қол ұрып қойғызуға болады, потому что қазіргі таңда қазақша подкаст жасап жүрген адамдардың ішінде прям бетке ұстары болып жүр. Өте визуалдарын өзі қалай әдемі жасайды, өте тамаша.
Эпизодтарда жай ғана әңгіме емес қой, оның ішінде ана жақтың мнениесін алып қосады, мына жақтың мнениесін алып қосады, соның арасына жаңағы айтатын өзінің дауысы қосылады. Өте жақсы, сапалы жасап жүр. Мен Айнель үшін өте қуаныштымын. Алдында біздің стримге келген, егер қызықсаңыздар, Айнельмен әңгімені осы стрим менің каналымнан немесе жаңағы подкасттан барып тыңдап көрсеңіздер болады, қызықты әңгіме болды. Ал неше тақырыптар мен қонақтарды қалай таңдайсың? Тақырыптарды кейде бір актуал тақырыптар болады, қоғамда талқыланып жатқан. Соған кейде болады үн қосам, ал кейде мүмкін керісінше өзімнің басымда жүрген бір тақырыптар болады. Мысалы, өтіп кетсе де, мысалы, ксенофобияға қатысты жағдайлар, немесе өлімге, қорқынышқа қатысты, соған қатысты қонақтарды таңдағанда, мен ойлаймын, қоғам әбден стереотип болған тақырыптарды уже білетін ойларды емес, кішкене более тосында ой айту мүмкін маған ұнамайтын да шығар, бірақ сондай адамдарды іздеп табуға тырысамын. Ондай талаптар жоқ, нақты. Бастысы бір ондай шаблонно ойламайтын адамдар болса болды. Ага, хорошо. Мен Айнельдің бірінші сұраған екі-үш вариантын түсініп тұрмын, иә. Біріншісі мынандай, подкаст жасау барысында менің өзім чек-листім бар. Иә, бірінші мен не істеймін, одан кейін не істеймін, содан кейін не істеймін, содан кейін не істеймін. Уже күнде жасай берген соң, уже сен түсінесің, что я мынаны кейде ұмытып кетесің да, кейбір жерінде. Соны ұмытпау үшін мен де жаңа подкастты уже все жасап болдың, соңғы вариантын шығарасың ғой, сол кезде обработка жасайсың да, там лимитерді қолданасың, нормалайз, шум бірдеңкесін тазалаған кезде соларды қолдану порядығында кәдімгі жасап қойған өзім чек-листім бар. Сол қай этапқа келді? Так, уже жариялайтын келді, иә, так, ВК-ға жіберу керек, Твиттерге салу керек, Инстаграмға салу керек деген сияқты жаңағы чек-лист жасап қойған. Сол осындайды қолдансаңыздар болады, өте қатты көмектеседі негізі ше. Өйткені сен сол этапқа келген кезде лишний раз ойланып, өзің миыңды напрягать етіп, онда керек емес та. Просто аласында жаңағы чек-листке қарап жасай бересің. И егер бір өзгерістер болып жатса, сол чек-листке өзгерісті енгізіп қоясың. Сондай жоспар бар, иә. Ал қонақтар бойынша ондай жоспар менде әлі жоқ. Менде қазір бір жақсы ой бар. Ендігі жылға как учиться бір жақсы жоспар жасап, монетизацияға шығаруды ойлап жүрмін қазір. Сол именно как учиться-ны сол жаққа тартып көрсең деген бір ой бар. Тақырыптарды, қонақтарды қалай тыңдайсыңдар дегенде, тақырыптар мен қонақтар біріне бірі өте қатты байланысты зат. И тақырып подкасттың тақырыбына сәйкес болса, мен ол тақырыпта сөйлесіп беруге дайынмын. Қонақтар туралы мынандай айтамын. Қонақтарды мен екіге бөлем. Ол біріншісі, былай айтқанда, қалай айтады, орысша ғой, да, герой и эксперт. Я, қалай болады? Герой и эксперт. В общем, герой — это подкаст про него, я бір адамның өмірі туралы сөйлессек. Ал эксперт — ол бір оқиға бола ма, бір жаңалық бола, бір құбылыс бар. Сол құбылыс туралы бір ой алу керек кезде мен эксперттерді шақырамын. И интервьюде осыған байланысты неше түрлі өтеді. Я егер қонақпен сөйлесетін болсам, мен де кейіпкермен, да, былай айтқанда жаңағы героймен сөйлесетін болсам, ол жерде герой не істеді, қалай, в общем, сол туралы сұрақ қоямын да. Ал экспертпен мен интервью барысында ол туралы да сөйлесем, я кімсіз, қалай деп. Бірақ ол эпизодқа кірмейді. Оның экспертный мнениесі кіреді, болды. Осындай айырмашылықтар бар. Вот, поэтому экспертке қатысты, мен ойлаймын, бәрібір де біз эксперт деп оған көп жауапкершілік артып қоямыз, а на самом деле біздің көңілімізден шықпауы мүмкін. Мысалы, Айнельдің өзінің подкасттарында да ол көбінесе эксперттерді шақырады. Мәселен, Зәуреш Қабылбековна Батталовамен шыққан эпизоды өте тамаша шыққан, өйткені Зәуреш Қабылбековна өз саласындағы парламентаризмге қатысты, жаңағыдай сайлауға қатысты ол эксперт. Мәселен, ол тағы да бір эпизоды болды, ол жерде Анна Құдиярованы шақырды. Ол жерде Анна, мысалы, ол да психолог, ол да эксперт. Бірақ мен кей кезде тыңдап отырған кезде, мысалы, Айнель кейбір сұрақтарды қойып отырған кезде, оның жауабына қарап, мен ойлаймын да, Айнельдің өзі бір кәдімгідей таңғалып қалған шығар деген сияқты түрін елестетіп отырдым да. Көп жерде кейде эксперттің өзімен келіспейтіні байқалды. Сондықтан, білмеймін, мен де ойлаймын, эксперттерден гөрі қарапайым адамдар қызықты шығар, бәлкім де. Эксперттің да эксперті бар. Подкасттың несіне байланысты ғой, форматына байланысты сияқты болшы. Егер
ол жерде жаңағы жай адамдардың мнениесі айтылатын подкаст болса, да, почему нет, ол бір жағы дұрыс, бір жағы бұрыс деген сөз емес қой. Наверное, да, егер сондай адамдардың ойын айтатын, ойын жинайтын подкаст болса, онда да адамдардың мен айтпақшы қазір мақтанғым келіп отыр, иә. Осыдан 1-2 апта бұрын Алиэкспресстен бір микрофонға тапсырыс бердім. Ол микрофонның кереметтігі мен көшеде жүріп адамдармен эпизод жазғым келеді да, бірақ мына микрофон мен көшеге шығарамаймын. Телефонды алатын болсам, телефон бүкіл әлемнің бәрін жазып алады, иә. Шуым бар, мен саусағым қозғалған бәрін жазып алады. Сол үшін бұл да ыңғайсыздау. Бірақ болады жалпы телефонмен жасауға. И мен Алиэкспресстен жалпы интернеттен тауып, сосын оказывается Алиде сатылады екен. Телефонға тікелей қосылатын пушка микрофон кәдімгі. И ол микрофон кәдімгі телефонға тығасың, и сенің просто телефонның диктофоны уже кәсіби диктофонға айналады да, сен бүйтіп микрофон ұстап жүресің. И бағасы, кажется, бір 5.000-ға айналды ма, сондай где-то, да. И көреміз, күтіп жүрмін өте соны. И сол микрофон келген кезде мен сондай көшеге шығып, адамдармен сөйлесіп, жалпы сондай бір эпизодтар жасап көремін. Вот поэтому сондай микрофонға қатысты айтып жіберші, қандай микрофон алған жөн. Айнель екеуіңде мынандай статичный микрофон бар да, менде ондай жоқ. Сондай қазір жалпы Қазақстанда қазақ подкастерлердің арасында кең тарап жатқан микрофон ол осы, бұл HyperX Quadcast деген подкаст микрофон. Я, и естуімше бұл микрофонның жаңа бір варианты шыққан, ол жерде кішкене жаңартулар бар, типа мына қызыл цветті өзгертіп тұратын функция қосылған, сосын мына жерде USB бар, USB-дің орнына Type-C жасалған деген сияқты. Сондай бір өзгертулер жасалған. Жалпы мен осы егер 50.000 теңгең болса микрофонға, осы микрофонды алуға кеңес берем. Маған ұнайды, маған керекті заттың бәрін жазады, и просто минусын таппадым, шынын айтайын, иә. Екі адам жазатын болса, бір микрофонмен. Екі адам жазатын болса, негізі желательно, егер екі адам болса, екеуін алып, әр адам өстіп алдына қойып қойған дұрыс та, өстіп дауыс жақсы естіліп тұрады. Ал егер сен ортаңа қоятын болсаң, мен 1-2 рет жаздым, сөйтіп осы микрофонды ортаға қойып, ол жерде сенің бөлмеңде эхо болмау керек. Я шум болмай, сондай шумы подавленный, сондай студияға ұқсайтын бөлме болса, онда жаза беруге болады, екі адам, оның ешқандай несі жоқ. Бірақ егер кішкене эхо сондай болатын болса, екеуің айқайлап, дауыс дұрыс жазылмай кетеді. Әрине, оны баптау керек, иә, тоже. Мына жерде бұның түбінде мынандай не бар? Гейн деген зат бар. Микрофонның сезімділігі деймін, қалай да, чувствительность микрофоны да, соны да төмендетіп қойып жазған дұрыс негізінде. Оны төмендетіп қойсаң, лишний шумдар жазылмайды. Сенің дауысың ең қатты шығып тұрған дыбыс жазылады да, ал лишний шумдар жазылмайды. Поэтому егер осындай микрофон алатын болса, бұл USB микрофон, бұған микшер, тағы дополнительно ештеңке алу керек емес. И тағы бір плюсы, то что мен қазіргі наушнигім бұл микрофонға қосылып тұр бүйтіп. И мен өз даусымды кәдімгі радиода мысалы отырасың ғой, студияда естіп отырамын өз даусымды, и мен үйде запись жасап жатқан кезде өз даусымды естіп отырамын. Вот осындай плюстар көп просто, и бағасына да мен ойлаймын, бағасына тұрарлықтай зат деп. Осыған дейін мен басқа фирмалардың 50.000-ға дейінгі микрофондарын алып қарап көрдім, маған ұнамады, шынын айтайын. Өйткені олардың кейбір жерлері пластмастан жасалған, и жалпы вообще өздері жеп-жеңіл біртүрлі микрофон, ал мынау конструкциясы темір или алюминима, бірақ жалпы темірден жасалған, сондай. Поэтому осыны алсаң болады. Естуімше бұл осы микрофонның Ресейдегі филиалы Белка и стрелка деген подкастпен байланысып, или ол подкаст олармен байланысқан ба, жалпы қазір оларда коллаборация болып жатыр. Я, поэтому сондай өте керемет жаңалық. Біздің алдыңғы стримде Белка и стрелка келді. Сол кезде айтып берген маған осындай бізде микрофондарды жалайды деп. Негізі бұл өте қызық зат, қазақшадан орысшаға ауысқан өстіп кейде тілін сындырады. Жалпы сондай,
демек бұл микрофондар Қазақстанда бір кішкентай бір қозғалыстар болып жатқан сезіп жатыр, көріп жатыр. Поэтому мен жалпы бұл ақпарат маған бұл компания әлі ақша ешқандай төлеген жоқ. Мен просто өзімнің отзывын беріп жатырмын, что бұл микрофон прям өте деген промокодтар жүрмейді, иә мұнда? Жоқ, бұл мен ешқандай промокод ештеңке таратып жатқан жоқпын. Бірақ егер бір компаниялар немесе адамдар егер осындай жасатамыз, осындай розыгрыш жасаймыз десе, пожалуйста, біздің эфир ондайға ашық, пайдалы зат болатын болса, неге бөліспеске, иә? Жалпы сонда бұл менің өзім ойым. Қанша болды мен қолданып келе жатқаныма? Где-то уже 10-11 ай болып қалды осы микрофонды еще не подводил, былай айтқан кезде, иә, мен жарты жолдан тастап кеткен жоқ бұл микрофон, поэтому кеңес берем алуға, қолданып көріңіздер. В любом случае, вдруг сіз сатып аласыз барып, ертең, допустим, Сулпак, Технодом, Белый ветер, біреуіне барып сатып аласыз, и сізге ұнамай қалса, сіз чегін сақтап қойыңыз. 10 күннің ішінде тестлеп үлгересіз ғой, үйіңізде жазып, ұнамаса барып өткізе саласыз. И мен бұл затты негізі кеңінен, заңнан білім болған соң, мен прям кеңінен қолданамын осы затты. Кез келген затты алған кезде мен айтамын, мен бұл затты вдруг қайтарып беру мүмкін, егер ұнамаса деп. И жаңағы алдындағы тексердім деген микрофондарды мен сөйттім. Сатып алдым, прям 2-3 микрофон тұрды мына жерде. Ананы алып жаздым, дауысын тексердім, ананы алып жаздым, дауысын тексеріп, аяғында келгенде осы микрофонның дыбысы жалпы маған ұнады, и осы қалды да қалған үшеуін мен тапсыра салдым апарып, и олар қабылдады. Өйткені заң сондай. Бірақ мына телефон сатып алған кезде мен бір жаңалыққа кездестім. Оказывается, қазір телефонды сен қайтарып бере алмайды екенсің. Хоть 1 сағаттан кейін болсын, сатып ала салып, сразу қайтарып бере алмайды екенсің, иә? Осындай мен қатты таң қалдым. Өйткені менде жалпы қайтарып беру. Сен бір 15 мың теңге ма тұратын бір гарантия ма, сондай бір сервис бар, қызмет. Оны төлесең, сондай саған 70%-ын қайтарып беруі мүмкін. Телефонды? Иә, телефонды. Мен өткенде ұлыма бір телефон сатып берген кезде. Но зато ол қызметті 15 мың аласың. Негізі жаңа сылтаулары абсурд. По идее, алып қарасаң, абсурд. Неге дейді? Олар айтады, мен айтамын, неге өйтіп жасалды десем, мына телефонды сіз SMS арқылы өзіңіздің атыңызға тіркейсіз. Сондықтан да осындай, сондай, мен айтамын, хорошо, тіркеген соң оны өзіңнің атыңнан шығарып тастауда функциясы бар ғой, тура сол SMS-пен өзіңнің атыңнан удалить етесің. Сөйте салсам, какая разница, мен оны тіркедім, потом удалить еттім. Қандай разница бар десем, ол кісілер жауап бере алмады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде бір лоббизм бар сияқты кішкене. Ладно. Бұл тағы да айтамын, подкастинг туралы сөйлесіп жатырмыз. Поэтому сондай нәрсе. Вот, жалпы было қазақстандық подкасттар туралы, вообще подкастинг әлемі туралы қандай ойдасың? Дұрыс дамып баратырмыз ба? Қандай мүмкін бір кемшіліктер бар шығар? Мүмкін керісінше бір жақсы зат көріп жүрген шығарсың? Мен ойлаймын, біз өкінішке қарай кеш келді, бізге подкаст өте кеш келді. Басқалар дамып, екінші кезеңін, бір ренессансын басына кешіріп жатқан кезде бізге енді ғана келе жатыр. Бірақ қазір соңғы осы 1 жылдың ішінде болған жаңалықтар маған ұнайды. Қазір подкасттар әлдеқайда көп. Біз есінде ме, каталогын жасаған кезде біз 15-20-сын 40-ын таптық. Қазір подкастқа кірсең тебе 100-ден асты. Өліп қалған подкасттар бар, әрине, подкасттардың моласы деген сияқты. Бірақ бәрібір де сапасы жағынан әлдеқайда жақсарды. Соның ішінде қазір тәжірибесі аз подкастерлер өте көбейді, бірақ олардың контенті әлдеқайда мықты. Мысалы, классикалық біздің подкасттардан бұрыннан келе жатқан, мысалы, 3-4 жыл тәжірибесі бар подкасттардан әлдеқайда даже біздің подкасттардан да мықты деп ойлаймын болашағы. Просто техникалық мүмкіндік ол өзімен өзі келе береді бәрібір де. Бізде де идеал болған жоқ, қазір де идеал емес. Ал біздің кейін келіп жатқан буынның мүмкіндігі әлдеқайда зор. 3-4-5-6 эпизодтан кейін. Иә, бұл жерде мынандай зат қой. Біз жалпы подкаст бастаған кезде просто бастап кеткенбіз, подкаст деп бәрін деп бастап кеткенбіз. Ал қазіргі басталып жатқан подкасттар уже жаңағы концепциясы, идеясы продуманы, адамдар не жасайды, не үшін жасайды, бұл қалай басталады, қалай аяқталады деген заттарды
ойластырып жасағандықтан да сондай жақсы болып жатыр ма деп ойлаймын. Вот жаңағы подкасттардың саны туралы бір күшті ресурс бар. Осы мен қанша 2-3 ай болды осында айтып жүрмін. Кезіндегі ең бірінші подкасттарды жасаған Адам Кюри, өзінің досы бар, Дэйв Джонс деген, сол екеуі қосылып подкаст индекс деген не жасап жатыр, тұғыр, да, каталог подкастов, база данных подкастов дейді ғой, иә. Осы жерге қазір, мен өтірік айтпасам, 1.300.000 подкаст қосылған, уже сол жерде бар. Қазақ тілді подкасттары да ішінде кездеседі. Поэтому егер сіз подкаст бастаған адам болсаңыз, осы каталогқа өз подкасттарыңызды қосуға асығыңыздар. Өйткені ең основной идеясы бұл кісілердің айтады, Apple, Google, Spotify деген кісілер тым көп күш жинап алған, иә, и олар подкастинг технологиясын, технология ғой, иә, бұл жанр емес. Осы жерде жақсы байқалады. Осы технологияның дамуын тежеп келе жатыр дейді. Біз өз қолымызға алып, ары қарай өзіміз дамытуымыз керек дейді. И мен бұл кісілердің идеялары маған супер ұнайды. Апта сайын шығарып тұрады. Подкастинг 2.0 деген нелер бар, қалай айтады, подкасттары өздерінің. Иә, ай сайын, апта сайын не істегендерін бәрін айтып бөлісіп отырады ойларымен. Қандай жаңалықтар жасады, қандай жаңартулар жаңағы подкаст индекске жасады, соның бәрін жасап отыр. Подкастинг 2.0 деген подкаст, ағылшын тіліндегі. Достар, тыңдаңыздар. Өйткені бұл қазіргі современный әлемдік подкастты алға сүйреп келетқан адамдардың ойы айтылады ол жерде. Я айтқан заттарын естісең, прям супер. Допустим, Spotify-дың неге кім Мишель Обама шығарды ғой подкаст, соның подкастын алдымен тек қана Spotify-да тыңдай алатын қылып жасады да, содан кейін неге баршаға ашып жіберді. Я сонда ол кісілер айтады, мне есть инсайдерская информация, там өйткені дейді, сол Мишель Обаманың подкасты Spotify ойлағандағыдай деңгейге жете алмады. Сондықтан Spotify баршаға бөлісуге мәжбүр болды деген сияқты сондай өте қызықты ақпараттармен бөліседі. Не үшін бөліскені туралы айтады, иә. И ол кісілердің кішкене ашуын келтіретін зат, то что қазір мына Яндекс Музыкада сонымен кішкене шалдыққан адамдар, иә. И Spotify-да да сон, Apple-дың өзінде де кішкене сондай бар, то что олар кейбір подкасттарды тек қана Spotify-дан ғана тыңдай аласың, немесе тек қана Яндекс Музыкадан тыңдайсың, немесе тек қана Apple подкасттың ішінде ғана тарайтын подкаст деп жасайды. И бұл жерде неге мен мән беріп айтып жатырмын, бұл заттарды егер адам RSS арқылы кез келген тұғырдан тыңдай алмайтын болса, бұл заттар подкаст емес. И бұл өте бұл өте маңызды момент. И ана кісілердің келіп қосылғандарына мен өте қуанам. Егер қаржылай көмек көрсете алсаңыздар сол кісілерге, иә, көрсетіңіздер. $1, $10, $50 маңызды емес. Өйткені ол кісілердің жасап жатқандары бізге қазір подкастингті құртып, жұтып жіберуге жол бермей жатыр ол кісілер. Хорошо, мен мысалы өзіме сондай рөлді алып алдым, что мен Қазақстанда подкастингтің дұрыс дамуына үлес қосам, дұрыс дамуына мен осы жауапкершілік аламын деп, что YouTube подкаст емес екенін бәріне айтып түсіндірем, жеткізем, неге екенін түсіндірем деп, Бірақ егер ертең Apple мен Google жасап басса, мен ол кісілерге менің күшім жетпес еді. Бірақ ана кісінің авторитеті, ол кісілердің шеберлігі сол Google, Apple, Spotify, Anchor бәріне жаңағы стандарттарды диктовать етуге нелері жетіп тұр да, жаңағы күштері жетіп тұр да. Сол жағымен де өте қатты қуантады. Кіріп оқып көріңіздер. Сайттары podcastindex.org, өздеріңіздің подкасттарыңызды қосыңыздар. И сол жерде ең үстіңгі строчкасында поиск тұр. Сол поиск арқылы да өз кез келген тақырыпта подкаст іздеуге болады. Кез келген тілде ресейлік подкасттар, қазақстандық подкасттар уже қосылған. Ол жерге мен өз подкасттарымды қостым. Қазір ақырындап қазақстандық подкасттарды тоже салып жатырмын. Содан кейін қазақ радиосының 23 подкастында сол жерге тоже қосып қойдым. Поэтому атсалсайық, көмектесейік Адам Кюриге, чтобы біздің подкастингті осындай ашық әңгіме айтып сөйлесе алатын алаң ретінде сақтап қалуға көмектесейік.
не деген речь. Әрең тоқтадым, потому что ұнайды да маған ана кісілердің жасап жатқандары. Дұрыс, енді олар кәдімгі бізді жаулап алған босатушы, азат етуші адамдар сияқты да. Иә, ол кісілердің Осылай жасап ақша жатқаны. құнығып кетіп, жаңа подкастты сату идеясын ары қарай таратып жатыр. Маған да ол ұнамай кетті. Соңғы уақытта мен Spotify-дан өте қатты көңілім қалды. И мен ғана емес, басқа адамдар да Spotify-дан кете бастаған сияқты. Өйткені былай форумдарда тыңдап отырсам, біраз адамдар Spotify-дан кетіп қалып жатыр, подкастерлердің өздері де. Жалпы мен мына курс бастаған кезде, мына подкастер кезеттегі курсты бастаған кезде Яндекс Музыкаға шыққам. Қолдайсыңдар ма деп. Ой, мен қазір есіме түсіп отыр, олар маған жазған. Нені қолдау керек, көрсет, біз ойланып көрейік деп. Мен бұйырса соларға жазбасам, осындай міне курс бар, что там қолдайсыңдар ма? Как бы байланысып көрейік деп. Негізі өте жақсы зат ойыма келіп отыр. Мен қазір мына подкастыңды не болды? Мен соны сұрайын деп едім, курс қалай ойлайсың? Негізі жаңа мен өте бөлгенді жақсы көрмеймін, бірақ қазақ тілді орта мен орыс тілді ортаның бір айырмасы бар да, сол курсқа қатысты келген кезде білім алуға қатысты. Қазақ тілді ортада бәрібір де кішкене білмеймін, мотивация жетіспей ма, тегін курстардың өзінің құны жоқ сияқты да, барады адамдар, бірақ соңына дейін отырмайды, кетіп қалады, сосын нақты нәтиже бір өнім өте сирек болады. Ол мәселе тіпті тренерлардың нашар болуында немесе басқа да емес, аудиторияның өзінде бір құндылық жоқ сияқты да, білімнің құндылығы. Олай емес. Мынандай ғой, бұл жерде мен былай айтайын. Мотивация туралы бұндай зат кездеседі. Бізде адамдар тегін затқа ұмтылып тұрады ғой. Тегін десе ала береді да. Бірақ бұл жерде мен соның бәрін түсіне келе, мынандай зат жасап қойдым. Подкастер KZ-тегі подкастинг негіздері деген курс, ол тегін, жалпы жазылу тегін. Бірақ тегін екен деп, сен оны ашып қойып, жай жүре бермейсің. Сен оның әр тарауын өту үшін, арғарай өту үшін тест тапсырасың бірінші, тестті өту үшін сен ана аудионың бәрін дұрыстап тыңдауың керек. Оңай сияқты болып көрінеді, бірақ сен егер аудионы тыңдамасаң, өте алмайсың арғарай. Ол бір. Содан кейін тарауды бітірген кезде сен тапсырма орындау керексің, и бұл заттар міндеттеліп қойған. Сен пока оны жасамайынша арғарай өтпейсің. И сол бүкіл курсты өтіп шығуға саған 2 апта уақыт береді. Мен енді прям қатты кетпей қойын, бірақ бұл курсты, мына курсын жалпы тренинг сияқты жасалған ғой, 2 күнде өтіп шығуға болады. Егер прям отыратын болса, адам нормально бір 2-3 сағаттан уақыт бөліп отыратын болса, 2 күнде өтіп шығады. Бірақ мен соған 2 апта уақыт бердім. Тегін, ашық, пожалуйста, өтіңіздер, көріңіздер деп. И как бы вот сондай зат. Бір халява екен деп, и ол сапасы төмен деген зат емес. Бұл курстан өткен адамдардың отзывтары бар. Ол кісілер подкаст жасап шығарған. Қазір адамдар өтіп жатыр, оларда жазып. Мен өзім жасап шыққан, былай айтқанда, продуктке мен сенімдім. Оның пайдалы. И егер бір адамдар өте алмай жатса, бұл жерде мен барлық жерде контактын жазып қойған, маған жазыңыздар, өйтіңіздер, шешейік, түсініксіз жерін көрейік деп ше. И егер адам өте алмаса, ол өзіне байланысты заттарға байланысты, былай айтқанда. И вот сондай затпен жасалған. Неге тегін деген сұрақ қойылады. Менің ойымша бұндай негізгі бір білімді беретін заттар тегін болу керек. Бұндай интернетте шашылып жатқан ақпаратты қазақшаға аудара салып сатқан меніңше дұрыс емес. Бізде жалпы рынок енді ғана бір кішкене бір формасын алып келе жатыр. Сол кішігірім өскен бір интерестің өзін монетизация жасау жолына айналдырған да дұрыс емес екен. Содан кейін сол курсты жасап болған соң тағы бір күшті ой келді. Подкастерлердің жұмысы ол подкаст жасау, подкаст үйрету емес, подкаст жасау. Сондықтан давайте өзіміздің жұмыспен айналысайық. Подкаст жасауды үйрету ол да керек нәрсе. Өйткені сен бір заттың шеберіне реально айналғың келсе, сол затты үйретіп баста дейді да. Білесің, білмейсің да, ол екінші сұрақ. Просто үйретіп бастасаң, сен үшін сол білім, сол жаңағы дағдыда сен соның шеберіне айнала аласың да, үйрету арқылы. Бірақ біздің басты жұмысымыз ол подкаст жасау. Егер біз өзімізді подкастер деп санасақ. Сондай күшті ой келді да, именно ана курстан кішкене алшақтадым. Қазір просто сделал и отпустил дейді ғой. Ол өзімен өзі қазір курс адамдар өтіп жатыр. Тапсырма келеді, мен қараймын, комментариям қосам да ары қарай өткізе беремін. Мен как бы алшақтадым кішкене. Мен байланып тұрған жоқпын. Поэтому бір мұғалім сияқты ат шығару емес, менің ойымда подкастер ғой. Поэтому
осындай 3 момент сұрақтарыңа жауап бердім ба или қуып кеттім ба десе. Жоқ, жауап алдым. Вот сондай зат. Мен Жалпы екі-үш адамға өзіңнің көңіліңнен шыға ма соңғы уақытта Қазақстандағы подкасттарға, аудиторияға подкаст аудитория туралы мен көп айта алмаймын. Мен қазір аудиториямен қатты байланыс ұстап жүрген жоқпын. Өйткені подкасттардан айтатын болсам, көңілім шығатын, жаңа мен өзім айтқан, мен өзім ойланып қараған кезде жақсы көңілімнен шығатын, ол жаңағы Айнелдің ой детоксы. Я жасалған жағынан өте қатты ұнады. И сосын белка и стрелка. Мен білмеймін олардың кухнясында не болғанын, бірақ ол кісілер қазір белка и стрелканы бір ғана адам жүргізеді, Амина ғана жүргізеді. Бірақ жалпы ол подкаст келе жатыр. Сол жағынан ұнады. И, наверное, маған ашып қарау керек шығар, тағы қандай подкасттар бар бұл жерде. Вообще, жалпы мен подкаст, қазақстандық подкасттарды бір ерекше жолмен тыңдаймын. Мен барлығын жинап фидліге қосып қойған. И сол жерде жаңа эпизод келсе шығады, и мен сол жерге барып қарап, маған тақырыбы қызықты ма, қызықсыз ба, соған байланысты қарап тыңдап отырамын. Ал вот мына жерде мен тыңдап жүрген подкасттар, как учиться мен өте ұқсас тақырыптағы подкаст, Q Student подкаст деген бар. Бауыржан деген жігіт жүргізеді. Қазір Астанада білуімше. Содан кейін соңғы кезде редко шығып жүрген, бірақ шығып жүрген все-таки ол Нарик Билаев. Білмеймін неге байланысты екен, аз шығып кетті соңғы кезде. Вот, өте жақсы шығып жүрген. И бұқаралық ақпарат құралдарының ішіндегі подкасттар, ол Маншуктың подкасттары. Маншук подкаст деген бар. Олар алғанда өздерінің сайттарындағы бір рубриканы подкастқа айналдырған. Сұрақ келіп түседі, сол сұраққа жауап алу жолын. Жалпы, поэтому вот осы подкасттарды атап өтер едім. Әрине бұл сұраққа экспресс жауап болған соң мен қазір толық прям ойының бәрін айттым деп айта алмаймын. Қазір подкасттарды тыңдайтындардың көбісі ол жастар сияқты да. Әсіресе неге подкасттар мынадай танымал, жаңа Q-студент деген сияқты, Нарик Бидікі, сосын тағы да жаңағы бірнеше подкасттар бар. Ол жерде көбінесе шетелдегі білім, немесе шетелде білім алатын қазақтар, олардың қазақстандық қалай түсті ол жерге. Сондай тақырыптар өте қызық, сосын аудитория ол жерде өте көп. Сосын соған қатысты студенттер немесе оқушылар да көп тыңдайтын сияқты, немесе үлкен кісілер де, мысалы, бұл жақтағы білім жүйесі қандай, Қазақстандағы қандай қызықты фактілер, әрқашан тыңдалынды да, ондай подкасттар. Сосын айтпақшы, уже бұрынғыдай қазақша не бар, соның бәрін подряд тыңдай бермейміз, біз уже іріктей бастадық. Менің өзім қазір қараймын, маған ұнайды. Тақырып жағынан кеңейді бізде. Мысалы, маған бала тәрбиесі ұнайды, сосын анау ата-ана сағатын мен үнемі тыңдаймын. Потому что ол жерде енді, маған ата-ана ретінде пайдалы ақпараттар өте көп. Бұрынғы жағдайда мен тыңдай алмайтынмын. Ол затты мен де байқадым, и басын шайқадым десең де. Мен қазір аптасына 1-2 күнді сөйтіп бөлемін, что тек қана қазақстандық подкастерлер тез тыңдап шығу үшін. Жалпы менің ұмтылып жатқан андай бір ойым да, қазақстандық подкасттардың бәрін тыңдаған адам деген ой қызық болып жүрді. Маған сөйтіп айтатын болса, вот барлық подкаст тыңдап шыққан Ильдар Құдайбергенов деп айтса да, бірақ үлгермей жатырмын, потому что подкасттар көп, действительно. Бұрын жасап тастаған подкасттар көп, қазір шығып жатқан подкасттар көп. Поэтому подкастинг дамып келе жатыр деп ойлаймын. И менен жалпы мынандай бір просьба бар адамдарға, жалпы былай, жаңа курс туралы кішкене айтайын, ол курс солай жасалған, что оны бастаған адам, егер шынымен подкаст бастағысы келсе, ол жерден подкаст бастамай шыға алмайды. Барлық сұрақтар қамтылған да, полный қамтылған, и бәріне жауап берілген. Егер де еще былай айтылған, егер жауап берілмеген болса, бізге жаз, біз саған жауабын тауып береміз и саған көмектесеміз деген сияқты. Поэтому егер ыңғай келсе, подкастинг негіздері, подкастер KZ деген сайтта жатыр. Осы курсты
неғұрлым көп адамдардың арасына таратсақ, студенттер бар, журфактарда оқитын, жаңағы біздің региондағы адамдар бар, иә, батыс, шығыс, солтүстік, оңтүстік, сол жақтағы кішігірім бұқаралық ақпарат құралдары бар, солармен бөлісіп деген сияқты. Немесе жаңағы бір факультатив түрінде мектептерде ма, иә, жалпы или там бір волонтерский организация, адамдардың ішіне жалпы тарату керек, что білім бар, и сен өтіп жалпы шыға аласың, жасап шыға аласың. И ол жерде берілген ақпаратты мен әрдайым тексеріп отырам, иә, актуальностін қарап отырам, бір жерде қате кетсе түзетіп отырам уақытында. Иә, мен әрдайым дайынмын, егер мен бір қателік жасасам, соны мойындап түзетуге. Поэтому жалпы сондай бір от души жасалған зат бұл. Иә, сол үшін давайте не істейік. Мынандай зат дейді. Бұндай, кстати, бұндай научпоп, прям научпоп подкаст бар ма қазақ тілінде жалпы? Жаңа белка и стрелка ғана есіме келеді мен, ол орыс тілінде, и қазақстандық, бірақ орыс тілінде, и бұдан басқа, кажется, ондай подкаст жоқ. Бізде ондай научпоппен айналысатын адам да жоқ сияқты. Мысалы, Ресейде Ася Казанцева болса, бізде ондай Қазақстанда, чтобы ойлану жігіттері шығармасқа, білмеймін енді. Жалпы жақсы, неге Абылай сіздің өзіңізге шығармасқа? Сіз, мысалы, өте жақсы программистсіз, өзіңізді физикамен, мысалы, математикамен қызығып жүрген адам ретінде, неге өзіңізге шығармасқа сол научпоп? Абылай Әділхан, сен танитын болып тұрсың ғой, да? Мен танимын, иә, ол мықты программист. Окей, Абылай, давайте, егер подкаст бастаңыз келсе, байланысқа шығыңыз, курсқа жазылыңыз, өтіп көріңіз, көмектесеміз, қарастырамыз, қандай вообще варианттар бар, барлық жақтарын. И қазір сұрақтарыңыз болса қойыңыз, әр сенбі сайын келіп осы жерден тыңдап тұрыңыздар. Как бы сондай среда жасап, бізге жетпеген зат қой кезінде, да? Мен көп уақыт осы стримнің өзін жалпы жасау маған карантин кезінде ма, или оның алдында ма келген. И мен 2-3 чаттарда да жаздым подкастерлерге, давайте кездесейік, давайте өстіп әңгіме айтайық, давайте байланыс орнатайық, может быть фестиваль жасаймыз ба, я, может быть конференция жасаймыз. Маған просто бір движуха керек болды да, и жалпы подкастинг туралы сөйлесетін бір адам керек тоже. Я, потому что мен кез келген адаммен подкастинг туралы сөйлесе алмаймын. Ол туралы әңгіме айту үшін бірінші подкасттың не екенін түсіндіру керек. И сен обязательно оны айтып жатқан кезде RSS деген не деген сұраққа келесің. Ол сұрақ келген кезде все болды, занавес, да, потому что RSS ол өте қиын сұрақ. Осындай заттар жасап тұрсақ ары қарай, байланыс орнатып тұрсақ, поэтому ашық біз түгелмен. Иә, ашық. Сосын біз мүдделіміз да адамдардың көбеюіне. Егер подкастерлер көбейетін болса, аудитория да көбейеді. Сол кезде нағыз подкаст жасалады деп ойлаймын. Қазір нағыз подкастинг емес па не? Жоқ, енді бәрібір аудитория енді аз ғой, бәрібір де қалай дегенмен де. Меніңше подкастерлер көбейген кезде аудитория да көбейеді. Сол кезде біз, мысалы мен қазір айтып отырмын ғой, маған тыңдаушыға ұнай ма, ұнамай ма, бәрібір деген сияқты. Мен ол кезде басқаша сөйлей бастаймын. Ол кезде аудитория көп болған кезде, әрине мен де назар үшін күрес жасаймын. Сосын өзім де эпизодтарымды жақсартуға тырысамын. Білмеймін, адамдардың көңіл күйіне қараймын, оларға жағуға тырысамын. Да. Ең қызық кез болады, когда, знаешь, біздің қазіргі телеграм дейін деп отырмын, инстаграмдағы миллионник блогерлеріміз өздерінің подкасттарын бастаса, адамдар такой, что подкаст, не ол, қалай деп, и сол кісілер бір-екеуі подкаст бастап, и ол жақсы алға жүретін болса, басқа адамдар да соған мән беріп, жалпы мынандай ғой, адамның құлағына подкаст туралы естіртудің өзі кәдімгідей жақсы жұмыс істейді. Бір мысалы жылдың басында ол подкаст туралы бірдеңе естісе, 1-2 айдан кейін тағы да бір естісе, мен естігем деп, содан кейін тағы бір жарты жылдан кейін ол тұрақты түрде тыңдарманға айналу ықпалы өте жоғары, былай айтқан кезде. Яғни адамдар Яндекс Такси немесе Каспи приложениесін емес, именно подкаст приложенияларын жүктейтін болса телефондарына, оны көбірек пайдаланатын болса, немесе Apple-дағы, мысалы iPhone ұстайтын адамдар көбісі білмейді, не үшін анау приложение тұр ғой, подкастер. Ол шаң басып жатады. Не ол деп. Иә,
ешқашан оны даже сағынды емес. ол жерде мынандай ой болуы мүмкін, мен есімде жоқ, мен не ойлағанымды бірінші рет, мен бірақ енді білдім ғой жалпы да. Бірақ ол жерде подписка деген бір кнопкалар тұрады ғой, соны мен ойлауым мүмкін, вдруг менің ақшам бәрін шешіп алады деген сияқты, нет, мынаны баспақ қояйын деген сияқты, сондай даже қорқыныш болуы мүмкін да. Ну потому что Apple'да бірталай зат ақылы ғой, кішкене бір түртіп кетсең сен подписка, түртіп кетсең сенен ақша, поэтому көбінесе сол үшін де басылмайтын зат сияқты. Подкастингті жалпы дамыту туралы қазір мен Қазақ радиосына керемет бір зат жасап бердім, план, ұзақ мерзімді план, и ала бұйыртып, егер біз соны іске асыратын болсақ, Қазақстанның түкпір-түкпірінде подкаст деген сөз айтылып тұратын болады эфирде. Подкаст, мынандай подкаст деген сияқты. Жалпы қазір жылдың басына қараған кезде Қазақ радиосы подкастинг туралы, подкасттарға деген назары кәдімгідей жақсы өзгерген, өте жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Оны мен сол аудио бағдарламаларын подкастқа бейімдей ме? Бейімдегенде олар жалпы бұрын сайттарына салып жүрген ғой. И менің білуімше ол бейімделеді, ішіндегі артық заттар алынып тастайды, тазаланып сөйтіп салынады. Поэтому былай бейімделеді деп айтуға болады. Бірақ мен пока опыт жоқ, допустим, Маяк қалай жасайтын, BBC қалай жасайтын, олардың қалай жасап жүргендеріне мен тәжірибе жоқ, сондықтан мен толыққанды айта алмаймын, олар прям бейімдейді деп, иә. Бұл жерде бір айтатын зат, то что бәрібір білініп тұрады, что ол бағдарлама радиоға арналған бағдарлама екеніне. Иә, ол әрине әртүрлі зат болады. Егер ол подкаст болса, басқаша болар еді. Егер ол радиоға дайындалған бағдарлама, ол басқаша естіледі. Поэтому все-таки қанша оны неше түрлі жолмен подкастқа айналдырып салсаң да, бәрібір эфирде, тыңдаған кезде білініп тұрады, что это радийный продукт, былай айтқан кезде. И ең қызығы, менің ойымша, что қазіргі таңда бізге сол радийный форматты кішкене жіберіп, иә, подкастерский жаңағы бір сондай бір подкастерлер сияқты бір форматқа ақырындап өту керек сияқты. Подкастингтің ішінде қолданып жүрген тот же сторителлинг, иә, тот же менің курсымда айтылатындам крючоктар деген бар, соны қызықтыру деген бар, үзіндіге кіру, үзіндіден шығу деген сияқты сондай приемдар айтылады. Сондай приемдарды именно радионың эфирінде программаларда қолданып бастау керек сияқты. Жалпы менің ойым сондай. Не то, чтобы программалар подкастқа айналдырып, а именно программалар подкасттар сияқты жасалып бастау керек сияқты. Потому что ол жақта, иә, дәстүр бар. 100 жыл, иә, ендігі жыл Қазақ радиосына үлкен дәстүр, өте сондай беделді адамдар жұмыс істейді, иә, бірақ қазіргі таңда Қазақ радиосына бір ендігі бағдарламаларды жасау барысында бір ендігі қадам жасау керек сияқты. Мысалы, маған сол радионың ең ұнайтын бір бағдарламалардың бірі ол балаларға базарлық. Бұрын есімізде ол бағдарламаны бір ғана адам отырып ертегін оқып беретін. Қазіргі таңда ол бағдарламаны кәдімгі бір жастар театр, кажется, жастар театрының артистері ғой деймін, солар келіп неше түрлі дауыстармен айтып, бір адам нарративті түрде мына жақта не болғанын айтып отырады, кейіпкерлерінің дауыстары әртүрлі. Сөйтіп жасалады қазақ тілінде, кәдімгі ертегілер сөйтіп эфирге беріліп отыр. И ары бері ойланып кеп, біз сол бағдарламаны да подкаст түрінде айналып жасайық деп салдық. Вот бұл жаңағы айтып отқан ендігі қадамды жасағандығының белгісі да, и осы затты енді тоқтатпай ары қарай жалғастыру керек сияқты. Вот, Қазақ радиосы туралы сондай күшті. Вообще жалпы ұнайды маған. Радиода жақсы подкаст бар, что ол подкасттар дұрыс жасалып жатыр деген. И мен қазір айтсам болады, прям бұл артық кеткенім емес ешқандай да, что арнайы подкасттарға айналу үшін арнайы тұғыр жасатып, арнайы сөйтіп әр бағдарламаға отдельный фид жасап салып отқан Қазақстандағы жалғыз радио қазіргі таңда. Вот басқа радиоларда мен көрдім подкаст деген батырмаларды, бірақ ол жерде өте сұрақтар көп, тот же самый Energy болсын, бизнес болсын, ол кісілерге. Вот сондай зат. Неден бастағанымыз есімде жоқ, әңгімені, бірақ қызық болып отыр. Қазақ радиосының подкасттары көбейді, негізі ашып қалсаң, сол Қазақ радиосы тұрады, подкаст деп қазақша іздесең, мен іздеп отырамын ғой. Сол кезде көрдім да.
ол бірақ кейбір кезде арасында жаңалықтар блогы кетіп қалған жері болды. Кейбір подкасттарда мысалы мәтінді оқыған біреу деп айтты да, сосын хабар редакторы бірдеме деген сияқты. Сосын ойладым, оны бір енді ар жағында қалу керек қой, тек нелерін ғана Да. Ондай жерлер бар. Әр бағдарлама әртүрлі жасалады, поэтому как бы оны бағанағы бір академиялық бір жаңағыдай сөздері немесе бір қойылған дауыс одан гөрі кішкене қарапайым болса әлдеқайда қызықты болатын еді. Мысалы бір жарып сөйлейді ғой, Маяктың радиосындағы да бағдарламаларда қайта бұл қызық сияқты, тартыс болғаны. Ал радиода көбінесе қайта керісінше бір адам отырады да, сол андай қойылған дауысымен бәрін айтып шығады. Бұл жаңағы айтып жатқан сол келесі қадам туралы әңгіме ғой. Бопты, енді көреміз қай жағына. Жалпы барынша қолымыздан келгенше бір үлес қосып жатқан жайымыз бар. Радиоға болсын. Жалпы негізі ендігі жылы, 21-ші жылы менің ойымша, кстати, вот қазір осыдан кейін айтамын. Ендігі жылы, 21-ші жылы біздің бақтардың подкасттары көптеп пайда болатын сияқты меніңше. Соны биыл олар қарап көрді, биыл естіді, ендігі жылы ақырындап қолға алатын сияқты. Алдында мен даже байқадым, Тенгри Ньюс бір подкасттар жасап шығарған, кажется. Мен даже тыңдамадым, кажется. Просто өйтіп шықпай-ақ қойсыншы деп. Неге? Подкаст дейді, мысалы, Казконтенттің өзі, мысалы, әртүрлі жаңа Тенгри Ньюстікін да көрдім. Просто жай ғана мәтінді алады, оқып шығады, оны подкаст деп ойлайды. Одан гөрі біздің өзіміздің жабайы подкастерлер әлдеқайда қызықтырақ оларды. Әрбір ананы ешкім тыңдамайды да, сосын ойлаймын, адамдар ойлайды да, подкаст деген сол екен деп, құрсыншы дейді, қолы бір сілтеп кетіп қалады. Одан гөрі өзімен өзі органикалық түрде дамса жақсы болатын еді деп ойлаймын. Казконтентке күшті сұрақ бар. Егер Казконтентке барып айта алатын болсаңыздар, маған жазсын, я байланысқа шықсын. Жасап жатқан заттары жалпы болады да, бірақ техникалық тұрғыда ол подкаст емес. Адамдар сіздерге RSS деген затты қосу керек жанына. Сол RSS арқылы таратсаң, ол кісілер жасап қойған подкаст деген вкладканы, бірақ по сути ол подкаст емес. Поэтому жалпы айтқым келіп отқаным, егер үйренем, егер айтып берсін, там семинар болсын, бірдеңке жасайық, или там под заказ подкаст берем десеңіздер, пожалуйста, прям от души көмектесеміз. Қазір мен Тенгри Ньюсқа кірдім, подкаст деп жазып іздеп көрейінші. Бұл жерде мынандай ғой, подкастты жасауға подкастпен ауыратын адам кірісу керек та. По заданию жасалатын зат емес бұл. По заданию жасалатын болса, бұдан жақсы зат шықпайды деп ойлаймын. Поэтому тек қана осы подкастпен. Вот «Я плюс ты из Алматы» деген подкаст бар екен. Мен тыңдап көрмедім, мен тыңдаймын. Обязательно бүгін тыңдаймын. Так, Энкорға салған екен ол кісілер. Платформаларда бар подкасттары. Кастбокста да бар нелері. 2, 3, 4 эпизод шығарған екен. Хорошо, қазір осы стримнен кейін барып осы подкаст тыңдап бағасын беріп жатармыз. Логотипін салған. Хорошо. Не, жалпы видишь, үлкен бақтар өстіп подкастқа кәдімгі бет бұрып жатыр. Бұл өте жақсы тенденция меніңше. Прям науқан болса, оларға просто тапсырма беріледі, сосын оны бір тупо орындайды, маған сол ұнамайды да, қайта керісінше. Одан гөрі ондай жасамаса жақсы болатын еді деген сияқты. Мүмкін менікі де енді не шығар, қате шығар, ой пікірім. Кажется, осы кезінде сен айттың ғой деймін маған. Или кім айтты? Типа, take it easy деп ше. Давай, как бы, немізде жаңағы перфекционизмізді кішкене түсірейік деген сияқты. Поэтому с пониманием қарайық та, түсінікпен қарап, өстіп қолға алып жатқан заттарын жастардың деп айтса да, просто біз қолдау көрсетіп, егер қателіктер болса, мына жерін бүйтіп жасауға болады, егер плюстар болса, мына жер, плюс жаңағы жақсын айтып деген сияқты сөйтіп тек қолдау көрсетіп отырған дұрыс сияқты, потому что міне өстіп бастап жатыр, и сол бастағандарды біз шыққан кезде дұрыс емес, жамансың бірдеңке десе, олар
не істемей қалатын сияқты, ары қарай дамытпай қалатын сияқты. Менің білуімше кімдерде жасайды, власть KZ тоже жасайды. Олардікі сәл тоқтап қалды ғой деймін, басында шығып тұрды, үнемі олардікі, кейінірек мен олардікі таба алмай қалдым. Таба алмай емес, жаңартылмай қалдым заттық. Да? Мен койка место деген бір подкаст бол, мен точно есімде. Медиалардың ішінде осы жаңағы шындық подкаст тұрақты түрде жасап жүрген фактчек жобасы. Так. Власть запускает постоянно краундфандинг. Я тоқтапты. Пока тыныш. Тоқтапты, өкінішке орай. Бұл жерде мынандай ғой, маған қызықты, қай бақ, бұқаралық ақпарат құралы өздерінің ішінде подкаст отделін ашады екен. Отдельный отдел с начальником отдела, да, ішіндегі жаңағы нелермен, жұмысшылармен бірге сондай отдельный тек қана подкастпен айналысатын отделді кім ашады екен. Мен Қазақстанда болды, колумналары болды, оларды авторлық жаңағыдай нелердің аудиосымен оқып жүрді, өздері авторлар өздері. Қызық болған еді, бірақ оны дамытпай қалды. Қай жерде? Егемен Қазақстанда. Егеменде? Егемен Қазақстанда. Прям қосып қойсаң, аудиосымен шығып тұратын, ол сондай бір колонка бар ғой, колумна. Соларды өздері оқып тұрды. Қызық болатын еді негізі, подкастқа жатқызар едім мен оны, егер олар жаңағыдай RSS-ін жасап, жолға қойып тастаса. Таратса, да? Алдында мен сол егеменде істейтін бір кісімен сөйлескен кезде, ол кісілер подкасттан алыс деп айтқан маған. Поэтому пока сондай. Көреміз енді. Мен жақында осы кімдермен сөйлестім? Кажется, Қазфорум ғой деймін. Қазфорум, кажется, сөйлесіп, осындай подкаст туралы не болып жатыр, қалай десем, биылда подкасттар туралы айтпаймыз деп маған айтып берді, типа, қызық емес деген сияқты. Я такой, окей, хорошо, ладно. Пошел я деген ана мем бар ғой, да, пошел я деген. Сол мемде адам сезініп өз. Адам келмейді деп ойлаймын. Негізі шын айтасың, бізге форумдар қажет, мысалы рокерлердің өзінің баратын бір тусовкасы бар, блогерлердікі бар, бізде де болу керек қой, сондай карантин ашылсын, сосын бір өзіміз ол айтайын, алдында ол туралы ойланғам мен, қандай болу керек деп. Ол чисто, знаешь, не бар ғой, тимбилдинг деген зат бар ғой, сол сияқты болу керек сияқты меніңше. Бір прям супер новый зат айтылатын емес, просто тимбилдинг совмещенный с какими-то мастер-классами, с вопросами-ответами, да, сондай бір қызықты, да, былай айтқанда веселый, бір жеңіл, бір сондай зат болу керек. Маған сөйтіп елестейді, енді бұрынғыдай баркемптегідей по черному түнде кететін зат емес, просто сондай бір енді мен былай айтқан кезде сол баркемптегі кездерден өтіп кеттік қой, аман есен. Поэтому ондай прям қатты кетеміз деп айтамын, бірақ жалпы бір сондай жеңіл желпі өзара. И бұл жерде міндетті түрде мән беретін бір зат. Давайте, егер біз жасайтын болсақ, мемлекеттің ақшасына тиіспейікші, пожалуйста. Акиматтың ақшасына тиіспейік. Там кім бар? Республиканский фонд бірдей. Давайте тиіспейік. Егер біз сондай супер, хорошо, егер деп айтпай қойын, давайте жаңағы әлемдік Spotify болсын, Яндекс болсын, ВК болсын. ВК-да да подкаст жасауға болады, мен сіздерге айтайын. ВК подкаст хостинг бола алады. Оның сондай функциялары бар, просто скрытый. Соларға шығып жасап көрейік. Мен сообществосын аша алдым да, әлі жасаған жоқпын, салған жоқпын. Өзімнің бір-екі эпизодында ғана салдым. Негізі ойладым, подкастерлерді жинап, сонда да салып тұрайық, өйткені ол жерде аудитория бар да. Менде қазір қанша 300 адам жиналып қалды, кажется, как учиться аудиториясы бар кәдімгідей. Салып отырамын ол жерге. Просто форум болса, міндетті түрде бір жаңағыдай ауру адамдар, подкастерлермен ауру адамдар келетін болса, міндетті түрде ол жерде бір жаңа жобалар туындайды, ұшқын сияқты болады да ол жерде. Коммуникациялық бір нәрселер керек, жаңағыдай. Қайта мен сендерді көремін да, сосын мен де жасаймын деймін да, может, өзімнің проектілерімді дұрыстап жасайтын шығармын, сапалырақ әлдеқайда. Да, өте бір керек зат. Даже мен саған айтайын, бүйтуге болады. Оны прям қатты кетіп бір 2-3 күндік емес, просто бір күндік. Таңертең басталады,
типа кешке қарай бітеді деген сияқты бір сондай бір зат да, чтоб деп бір өте шығатындай бір сондай зат болсын, Алматы болсын, Астана болсын, мүмкін басқа бір өңірде болсын, иә жасап көруге болатын сияқты. Оған жалпы алып қарағанда көп зат керек емес та ғой, мысалы да ұшырып алып келу керек, бір тоқтайтын жатын орын керек емес, сразу же да, отель керек емес, бір помещение керек, или там Боровойдағы бір жер керек, немесе бір демалатын бір дача сияқты ма бірдеңке, иә, там шашлык деген сияқты бір проектор керек, чтоб адам алдына шығып сөйлейтін бір микрофон, бірдеңке, бір простой зат жасау керек та, слишком усложнять не надо. Мен ең бірінші ойларым да мынандай еді, типа адамдарды ұшырып алып келу керек, сосын оларды қондыру керек, сосын оларды тамағын беру керек, сосын бүйту керек. Слишком иә, өте күрделі бір затты ойлап таптым да, менің ойымша қазір оны жеңілдетіп просто жай зат жасау керек. Вот сондай ой. И сол жерде қазақ тілді подкастерлер, орыс тілді подкастерлер танысып, мысалы, иә, біз чатта отырамыз бәріміз, неше түрлі жатты жатып, неше түрлі сұрақтар қойып, иә, давайте өстіп кездесіп отырып сөйлесіп көрейік, кездесіп отырып әңгіме айтайық, талқылайық сұрақтарды, иә, жеке шығып шетте сөйлесейік, келіс там, мүмкін даже да, вообще супер болады. На курста мен, кстати, курстың ең соңғы жағында осындай ой айтамын, что давайте подкасттар желісін жасайық, қазақ тілді подкасттар желісін жасайық. Сол желіс арқылы рекламодательдерге шығайық деген сияқты. Я, мысалы, 1000 загрузкасы бар бір подкастқа реклама бере ме адам, немесе сол подкасттардың барлығына, допустим, оларға сені 5000 адам точно тыңдайды десе, соған барама да, жарнама беруші адамдар. Меніңше бұл жерде таңдау сразу түсінікті, что 5000 адамы берем деп тұрған адамға жарнама тезірек келеді. Я, сондықтан бұл ойым актуальный ой. Давайте бірігейік, сондай бір сеть подкастов дейді ғой, подкаст нетворк. Подкаст нетворк ашайық, пожалуйста, и сөйтіп, мен айтпаймын, что сразу прям супер сұмдық көп ақша келеді деп. Бірақ сіз что уже түсінесіз, что бұл рынок, что бұл жаңағы жарнама беруші адамдарға бір результат керек екен, что бұл жай ләләл тапаля емес деген сияқты заттар. Ақшаға келді қой, сенде жұрттар Patreon жаңа жинап ақша табады, сенде ондай бір идея болды ма, или краудфандинг деме жасап менде как учиться-ның патреоны бар, бұл жерде 5 адамға дейін жиналған, қазір подкаст паузада болғандықтан 2 адам қалды, и сол кісілердің ақшасына мына жаңағы Алиден сатып алдым деген микрофон келе жатыр. Содан кейін сол кісілердің ақшасынан жаңағы podcastindex.org деген жобаны айттым ғой, сол кісілерге ақша жібердім мен, и мен микрофон, бұйырса микрофон келген соң арнайы сондай патреонский бір эпизод жасаймын да, өзім 2 патроным бар, сол 2 патронға жіберем, айтам, сіздердің жіберген қолдауларыңызға көп рахмет, и вот жіберген ақшаларыңызға осындай жұмыс жасап жатырмын деген сияқты. Поэтому патреон бар, но бұл жерде тағы сондай момент бар, что патреонға все-таки пока біз сене алмайды екенбіз. Патреон әлі көп ақша келе алмайды екен. Мен негізге жаңағы в мокрых мечтах у меня 1000 патронов на патреоне по $1, да, и егер сондай болатын болса, просто можно как бы реально бір ғана подкастпен айналысып, тек қана соны сүйреп жүріп отыруға болады. Бірақ пока ондай жағдай емес, 2 патрон айына $5 келеді. Қазіргі таңда бірталай теңге жиналған. Мүмкін Каспийға салады, патреонға келу үшін. Мүмкін Каспийға жеңілдету керек шығар, ақша салу жолда. Ондай ой бар, қазір ойлап отырмын, подкастер KZ-ге қолдау деген бір бет жасап, сол жерге Каспий, Яндекс деньги деген сондай реквизиттерді салып қоям ба деген. Просто бұрын ондай бір тәжірибе жоқ, бұрын ондай айналысқан. Поэтому кішкене бір жағынан ыңғайсыздау. Жалпы оның бәрін көру керек. Я негізге мынандай ой бар. Вообще в идеале мынандай болу керек қой. Мына стримнің астында мына подкастер KZ деген сөздің орнына сенің Каспийдегі номерің өстіп айналып тұрады да. И егер сұрақтарыңыз болса, Каспий арқылы қойыңыздар деген сияқты ше. Болады, я неге жасамады. Да, и біз прям точно жауап береміз деген сияқты. Ау. Келесі шығарылымда жасап көрші, солай эксперимент үшін.
Не знаю, ол үшін бір не керек сияқты, как его называется, тыңдарманды көп жинайтын бір. Ау. Келесі эпизодқа бір Нарикиді шақырып, мүмкін оның аудиториясы көп қой. Немесе бір Қайыржанды. Ол кісілерді Нарикби болып кеткен. Егер келем десе, вообще жалпы мынандай ғой, бұл жерде мен мына жерге қазір айтайын, қанша адам қоса аламын. Мен бұл жерге 10 адам қоса аламын. Иә? Поэтому бұл жерде шектеу осы 10 адам ғана. 10 адамды мен осы жерге қоса аламын. И басқа подкастерлер, или сен ендігі аптада қосыламын. Немесе бір жаңалықтарың болып, немесе бір сұрақты талқылағың келіп, срочно или там подкастинг туралы бір әңгіме айтқым келеді деп атсаң, қосылуыңа болады. Бұл бір рет келдің, все болды, енді келмейсің деген сөз емес. Я, поэтому почему нет? Давайте попробуем. Нені 2-3 подкастер жиналамыз. Осы жерге жаңағы дорожкаға жүргізіп қоямыз, чтобы вот, как называется, сұрақтарыңызды Каспи арқылы қойыңыздар деген сияқты, иә. И сосын бір мақсат ойлап табайық. Допустим, осы жиналған ақшаға біз мынандай зат жасаймыз. Давайте, достар, осы давайте жинайық, сөйтіп жасап көрейік. Почему нет? Мен ондайға... Мысалы бір таңдап алайық. Немесе өзіміздің чатта бар ғой, иә, группамызда. Кім өзінің подкастын ұсынады, талқылаңдар деп. Аямай 12 злобных зрителей. О, давайте, супер, круто, давай. Аямай, қарамай. Давайте. Сөйтіп жасап көрейік. Почему нет? Бұл осы ненің бір... Но, смотрите, бұл жерде жалпы жасақ көруге болады, бірақ бір рубрика менің ойымша постоянно тұру керек бұл стримде. Бұл жаңалықтар деген. Мен бүгін соңғы 2 стримде ол идеяны тастап кеттім. Негізі мен өзім кәдімгідей дайындалатын бұл стримге ше. Сұрақтар дайындап, прям мынандай жаңалықтар деген блог болатын. Қандай подкасттар жарияланды, қандай эпизодтар жарияланды осы аптада, я өткен аптада мынандай эпизод жарияланды, мынандай подкаст шығарды деген сияқты. Сондай бір күшті рубрикам болған жалпы, иә. Вот сол рубриканы жасайық. Я өзім жасай берем. И сол рубрика біткен соң жаңағындай формат жасап көрейік. Я, кім келсет, пожалуйста, давайте. Жас подкастерлер болсын, баяғыдан келе жатқан подкастерлер болсын, мен, конечно, всегда за. И бұл жерде мынандай шек керек емес сияқты, что тек қана қазақ тілді подкастерлерді ғана талқылаймыз деген. Бұл жерде әңгіме қазақстандық деген сөз жақсы келетін сияқты. Қазақстандық подкаст болса, иә, бұл жерде мынандай ғой, қалай таңдаймыз, кімдікін талқылаймыз деген. Өзі ашық айтады, менікін талқылай бер деп. Соны талқылай берейік, біз бәрі тыңдаймыз ғой. Сен айтасың ба сөйтіп? Мен жаңа эпизод шығарсам, айта аламын. Эпизодты? Все, окей, хорошо. Өйткені талқылау мүмкін емес қой, толық барлығын. Бір эпизодта талқылайық, прям от и до, техникалық музыкасынан бастап, сөз айтқан идеясынан. Хорошо, онда битейік. Қалауынша, иә, егер адам эпизод туралы айтқысы келсе, осы бір подкасттың эпизод туралы айтсын. Біреу жалпы подкаст туралы ойын айтқысы келсе, жалпы подкаст туралы ойын айтсын. Сондай. Чтоб әркім қандай ойы бар сол туралы. И бұл жерде өте маңызды зат, Қазақстанда прям осы жерде айтып өту керек почему-то. Бұл подкастты жамандап жатыр деген сөз емес. Подкаст туралы бір қатты бір сөздер айтылса, бұл сол подкаст жасаған адам жаман деген сөз емес. Бұл тек қана сондай бір фидбэк, былай айтқанда, я бір ой сіздің істеген жұмысыңыз туралы. Бұл сіздің жұмысыңыз, сіз деген сөз емес деген момент қой. Айтып өту керек. Мүмкін сен кездестің, мүмкін кездеспедің. Мен талай кездестім, что адамның жасаған жұмысын туралы жазатын болсаң, сен ол адам сені өмір бақи қалай намазда оқып қарғайтын адамдар списогіне қосып қояды. Поэтому ондай списокке қоспаңыздар. Бұл жерде адамды жамандадық деген сөз емес. Я, давайте жасап көрейік. Қалай болатын маған да өзіме қызықты, я. Поэтому мен ұсыналам, мысалы, давайте осознанно талқылап көрейік деген сияқты. Бірақ давайте сосын, хорошо. Он уже бірталай адам талқылап, и, знаешь, ең қызығы сондай затқа подкастер қапшы ғой. Сондай обзорды іздейді, сондай жаңағы подкастын жақсарта алатын идеяны іздейді екен. Ресейлік подкаст бар, про подкаст деген. Сол кісілер
сол кісінің чатына қосылған ғой, и чатта жазды, кому обозрять подкаст деп ше, ең басында. И мен осознанно отец салып жібердім, давайте менің обзор жасап беріңдерші. И жасады. И сол кісілердің айтқан ойы маған кәдімгідей күшті қолдау болды. Потому что мен жаңа формат ойлап жатқам осознанно отецқа. И ол жерде екінші сезонды ойластырып жатты ғой. И мен кішкене сенімсіздеу болдым, пойдет, не пойдет деген сияқты. И ана кісілердің обзорын естіп, мен точно түсіндім, что мен дұрыс жасап жатқанымды. Я ол кісілер айтқаны айтады, то, что подкаст называется «Осознанный отец», но про отцовство, про личный опыт отца там ничего не говорится дейді. И как раз бірінші сезонда біз жалпы әкелік туралы айттық та, ал екінші сезон именно әке мен баланың қарым-қатынасы туралы сөйлесеміз деп шешілген болды. Поэтому ана кісілердің ойын айтылған кезде прям қатты қуанып қалдым. Әрине тек қана плюсын айтқан жоқ, минусын да айтты. Ауыр тиеді екен, өте қиын, несправедливо, сендер түсінген жоқсыңдар, сендер білмейсіңдер деген ой болады, бірақ пайдасы тиді. Поэтому алдағы ойыңды мен қолдаймын. Давайте жасап көрейік. Почему нет? Айналысайық. Вот. Кім келіседі екен? Кім келеді екен? Я прям предвкушаю, знаешь, потому что әр подкаст туралы тыңдап жатқан кезде ой келеді по-любому. И Біржан, күшті жасапты, и Біржан, так деген сияқты. Давай бітейік. Сен Фейсбукта досың көп. Сен Фейсбукта жазасың. Мен жазбаймын, и досым аз. Менде оппозит, былай айтқанда да. Сен осындай пост жаз, осындай жасайын деп жатырмын. Соны бөлісейік, таратайық адамдарға. Осындай не істеп жаз, как его, супер жоба емес, осындай Қазподкаст деген ашық алаң дейді жазыпса. И адамдар қосылса, көрейік, почему нет? Так, бүгінге біз қанша уже 1,5 сағат па сөйлесіп тастадық, кажется, да, уже, или почти 2 сағат па. Уақыт шығып тұр. Вот уақыт шығып тұр. 1 сағат 35 минут дейді, бір сөйлесіп тастадық. Мен саған көп рахмет айтам. Как всегда, подкастинг туралы сөйлескен маған өте қызық, сенімен, тем более осы Астанаға келіп бірталай сөйлестік, телефонмен де, да, просто жай подкастинг туралы сөйлесіп жүрген кездер бар. Поэтому көп рахмет. Идеяларыңа көп рахмет, сұрақтарыңа, жауаптарыңа көп рахмет. Қоштасайық та, эфирді аяқтайық. Сұрақ қойған кісілерге алғыс шексіз, лайк, жүрек басып жатқан кісілерге көп рахмет. Егер сіз осы жерге дейін тыңдап шыққан болсаңыз, өте керемет адамсыз. Прям рахмет, реально. Коронавирус жұқпасын. Корона страшный зат, негізі. Жақындарың ауырмады ма? Бәрі аман есен айтпақшы. Алло, Белла? Сенде жақындарың аман есен ба, ауырмады ма деймін? Ауырды? Аман есен. Офигеть, бізде деп, мен деп әке-шешем бір жатып тұрды, ё-моё, прям қатты шошып кеттік. Поэтому, жолдастар, маска кию ол өздеріңіз үшін ғана емес, ол басқа адамдар туралы. Мен прям жұмысқа, ладно, еще үйдің жанында бір там лифтте, и то прям. Но жұмыста маска кимей жүрген адамдарды көрсем, мен прям қазір сондай бір не болып кеткен, что үйде отырып үйреніп қалғансың, и жұмысқа барған кезде біреу маска кимесе андай триггерит дейді ғой. Поэтому давайте маска киейік, қолды жуайық, ыңғай келсе үйден шықпайық, подкаст жасайық. Вот, өстіп аяқтағым келіп отыр осы стримді. Сау барлықтарыңызға. Сау болыңыздар.